Bir. Bu niye balık pazar? Bu niye balık pazar? Olsun sana direktörün kabineti vardı bu. Hazır sabahçı sonra ben eski yık koyamam. Deyip muayene yatırdı. Evet şeyin arasın. Arasında sana olduk direktin basından muayene. Ana 15 metrlik ak direktin basından muayene gösterdi. He, Salim. Assalamu aleyküm. Niye bu lan bılsıram? Dostlar Selim ben kale. Bir, iki, üç. Assalamu aleyküm. Вообще adam olmayısın. Adam olmayısın. Оңбай қалған қыласыз. Оңбай қалған. Ішіңізді жарып жіберсе, бір әріп шықпайды ешқайсыңыз сан. Не шығады? Нота. Қосшылардан көзің. Так, қалайсыздар? Бүгінгі оқудың соңғы күніменен құтылғайман. Ал, кім бар, кім жоқ? Барлап алайық. Разымбет Бахадыр жоқ. Кім? Бахадыр Разымбетов. Қаяқта Разымбет Бахадыр? Ауырып қалған. Не ауру? Белі ауырып қалған. Ау, белі ауырған. Белі ауырып қалсаңда не бар ғой? Не? Тауықтың бәрі, сүйектің ұны, сосын земде тәуір кетеді ғой. Оны қаяқтан алады? 500 мың бер айтамам, 500 мың. Мен сізге бір мілен айтып отырмаймын, тең ортаға таста жіберімен. Ұс сөйлескенбіз. Қойың Отыра берсем бола ма? Тұр күтті. Бір минуттай тұр. Ал, қош, класком, хитчанов. Ал, бүгін кім дежурный? Не той, Карамаддин? Класста кім дежурный? Класста дежурный ма? Екі айдан бері той болмағанға артистер сұрап жатқан шығар деймін. Пердем айт дежурный бүгін. Байрам, ал, айт. Бүгін не сабақ? Байрам. Байрам, сабақ. Байрам деймен. Маған қара. Қандай сабақ, өткен сабақ не тайырладың? Өткен сабақ зал өгеміз болман. Ал. Ал. Қарлығаш шымшыққа ұқсап, аузы менен лай тасып, ұясын патасламайды. Қарлығашлар ұя салады, аузы менен адамларға ұқсап ұя салады. Оны өз көзіммен көргенмен. Өткен жылы... Өлім, не деп атсың сен? Қарлығашлар не қылады? Ұмытып қалдым. Қандай сабақта отырсың өзі сен, Пердебаев? 25 май кітап тапсыру ғой. Вот не. Ал, құрметлі хитчанов, класком және сізге жүзінеміз. Енді байрам міне отыр, бұлшырап, сабақ білмейді. Неге сіздердің осындай бәлеңіз таусылмайды? Мен осы классқа келсем, нервный боламан. Шауғымыңыз ана директордың кабинетіне жетіп атыпты. Неге қосқышылар классы тәртіпсіз? Негіз тәртіпледі. Бүгін енді сабақ жоқ деп, кітапларымызды алып, мұғаліммен арқайым болып, сөйлесіп отырамыз деп келдік қой біздер. Кім айтты сілерге сабақ жоқ деп? Кім айтты? Бүгін 25 май. Ал? Мұғалім енді бір жыл оқыдық қой мұғалім. Неше жыл? 9 ай оқыдық. 7-ші сабақ па енді бұл? Неше ай оқығаннан білмейді ау негізінде. Тойда көбірек болды, енді кеше сезон уақытында көбірек тойға шықтық мұғалім. Хитчанов отыр. Болмайды ма? Темірбаев. Мен. Тұрамыз, сабақ айтамыз. Даярлығым жоқ, мұғалім бір қосық айтып бере қояйын. Не айтып берейін? Қосық айтып бере қояйын.
Қозғайтып берейін дейді ғой. Тыңлайық, тыңлайық. Рұқсат болса. Қандай қозғайды? Күзгі сағыныш айтатын шығар. Күзгі сағыныш? Саратанның ыстында ма? Жазда да күзгі шағын айтады. Айта қойсын. Мұғалім, Ау, бекстен орайыққа бір сұрағым бар еді да. не сұрау Жұматай? Күн жаңа ысып атқан кезінде, о не күздің сағынышы? Енді Қоңырат қаласындағы Менделеев атындағы орта мектепке күзде бірінші классқа бардым да. Соның үшін күз мен үшін Міне ең қандай? жағымды фасыл. Поздравляю, Сұрауым поздравляю, сол. поздравляю. Рахмет, біздің Жұматайыплар январда барды оқуға де. Зорға де. Рахмет, ал енді құрметлі балалар, сабағымызды давам етсек. Әмме орында тыныш отырсын. Дәптерлеріңізді алың. Дәптерлеріңізді алың. Класстан классқа келе жатыр. Кім? Саламай. Өтнәқа. Саламай. Уалейкум ассалам. Саламай. Қай баласың? Бақадыр Құтылмұрат па? Қайсы Бақадыр Құтылмұрат? Кәдімгі папам баласы ма? Кімнің? Папам баласы ма? Папаң аты кім? Сүйтмұрат. Сейтмұрат деген баласы ол. Атам баласы ғой. Атаң аты кім? Ояғын білмеймін. Онда не Құтылмұрат фамилияң? Енді қой жіберген ғой. Ал неғып жүрсен қай бала? Кешігіп қалдым. Күнде кешігіп келеді, мұғалім, күнде кешігіп келеді. А? Күнде емес пе? Күнде кешіп келеді. Күнде. Ай, хитчаны Күнде кешіп келеді. Мына бала өзі мына класста оқи ма? О! Енді мұғалімді 2 жылдан бері класстан классқа қап келдім мен. Мына қосықшылардың классы білесен бе? Білемін ғой, білемін ғой. Жылда қосықшыларға оқимын енді. Şu класстан классқа қап қойып. Сен қосық айта алсың ба? Айта алмайды мұғалім қос. О, айта алмайды. Ұлы ма? Сол айта алмағаннан кейін 2 жыл қап келдім ғой енді. Биыл еплеп бітіп кетейік деп осылармен бірге. Ал, Қосығам айта алмайды. онда неге кеш келдің? Мыналар ұқсап неге мені күтіп отырмадың? Енді асығып келдім ғой. Ал, Асығып келдім, алдымнан ит шығып қалды. ал. Не күнде қала бересің? Өтірік алда. Құттыс. Бір зат болса қосықшылармен бітіріп кетеді. Күнде қала. Һәмбе жерге қосықшылар тыға береді. Ya күнде қап қойғансың да бетің қарайып кеткен. Солай. Қарайып кеткенсің деп. Өйтіп бар қара дей берме. Үйде кішем ақ жігіт деп шақырады Құдайға шүкір. Ақ жерлермен бар Ақ екен. жерлеріңнен бар екен де ондай. Неге шықтың? Асығып келдім. Ал. Алдымнан ит шықты. Ал. Сонымен сөйлесіп қалып қойды. Кіммен? Итпен. Не сөйлестің итпенен? Өзі ғой мен тым жақсы келдім, сабаққа кетсем алдымнан шығып. Ал. Ал. Деп екеуміз ұрысып кеттік сонымен кешігіп қалдым. Ойран қылсаң. Ондан кейін Сосын кетірмін кешігіп. дәптерлерің бар ма? Дәптер бар, не бар. Мынау не мынау? Ей, ақымақ! Дәптерді қалтаға сала ма адам? Папкаға салмай ма? Қайырып алған және. Мынау папка ғой. Шәпкі саған, отыр. Yaxşı. Ей, түгі. Қалай. Ya söyle. Söyle ki Bibozik'te. Ben söyledim koymaz Bibozik'e. Не өде? Bibozik'e. Не өсінек? Bibozik'te. Hem ben söylediniz ben söyledim koymaz. Нердің бәрі фотоаппарат камера әзір түсіріп қойып жібереді. Reklamlarını айтып атып öyle. Bakadır razım ettim koy жібергенсің. Аты бірдің жаны бір деген ғой. Бақадырың орнына келген ғой. Koş. Söz götürmezsin. Сызып отыр. Шашың тара. Рахмет. Вай, міне біздің Бақадыр келіп, жүзімізге не келді балалар? Қойса. Шеп кеткен сайын. Күліп қара алмайсың бетіне ұсылардың. Сабақ емес әзір. Қандай сабақ байрам айтшы ме? Тапсырысы бар ғой, мұғалім. 25 май. Рахмет. Aziz dostlar, hürmetli qadrdonlar, hürmetli görüşler. Mine biz bugün ATV telekanal cemaati menen Alomey.com YouTube kanalımızın birgelikte usunday bir tükkeru keşesine bağışlangan Soңғы Қоңырау қосықшыларда деген bir шоу театрластырылған азлыгым сіздердің кеулеріңізді көтеру үшін бағдарлама таярлағанбыз. Міне оның басты қаһарманлары мен сіздерді таныстырып өтсем, мархамат Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бегіз Темірбаев. Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген мәдениет қызметкері Карамадин Хитчанов. Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген мәдениет қызметкері Бақтияр Жұматаев. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Саламат Қаллебеков. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка Сарбанас ханым Аннакулова. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Байрам Пердебаев. Һәм эстрадамыздың ажайып талантлы уәкілдерінің бірі Мақсет Полатов. Һәм
aktyor C klassdan kelip oturgan Bahadır Kutulmuratov. Muallim, meni dursa tanıştırmışsınız. Nede tanıştırayım? Ha, sonuçta kaniki kızlar davrasının жеңілпазы Bahadır Kutulmuratov күтіп айтып. İtmen arılasıgan dep ha? O krasavчигі. 2020. О, 2020. Ha? Соңғы қоңырау кешесini шөлкемдестірген Сәрсенбек Жеткербаев. Rahmet. Бүгінгі көрсетуіміздің hem muğallimi hem baslavçısı. Rahmet. Albatta basın hazilmen basların ustazlarımız, ağalarımızın bir gelip de oylasına kaldı. Bizim bu yakta sazendelerimiz var. Жаңа ғана Бегі Семірбаев қосып айтқан уақытында оның сазларын шертіп отырған, сазлық секірған мінеке намаға бір yoş бағышлап отырған Әділбек Темірбаев, Есбол Назаров, Жаулан Саитов, Тимур Айтаковларға өз алдынан қол шапалақ. Hem ең қатты шапалақты бүгінгі 2020 bitkерушілер үшін. Ешқандай кеуілді түсірмейміз, ешқандай кеуіл кейпиятты, ешқандай түсірмейміз. Тек қана жүзге көтереміз. Себебі сіздер үшін міне Қарақалпақ эстрадасының ең белгілі уәкілдері сіздер үшін, сіздердің кеуіліңізді көтеру үшін Нөкістен мінеки Амдара районына Маңғытқа келіп осындай АТВ телеканалының мінеки осындай павильонында жақсы бір бағдарламаны суретке түсіп жатырмыз. Құрметлі эстрада қосушылары, құрметлі ұстазлар, қадірдалылар, бәршеңізге бүгінгі байрам құтты болсын. Бүгін Haqiqatında sizlerдің şarafatыңызбенен Құспа не айттың сен? Отырдың сен. Міне сіздердің шарапатыңызбен bitkерушілердің кеуілін көтеріп жатырмыз мінеки. Енді келin Қарамайтындағы сізден басылсақ, мектеп дәуіріңіз бірінші мұғаліміңіз. Келin бір соған тоқталайық. Бірінші мұғаліміңіз haqqında. Бірінші мұғалім Гүлжамал апа деген телевизиясын қайтып кетті. Сол бірінші классқа барған дәуірлеріміз Амангүл апа оқытты. Қазір осы көрсету арқылы көріп отырған болса, бәрше класслас достарыма, ауылдастарыма бәршесіне бүгінгі байрамдар құтты мүбәрек болсын дейміз. Ұстазларымызға, сол біздерге білім берген, тәлім берген ұстазларымыз барлығы аман болсын, дүниядан өткендеріне тие берсін дейміз. Сол бүгінгі байрам менен және бір мәрте шын жүрегімнен құттықтаймын. Енді балалық дәуірде көп қызықтар болды. Енді оны қазір бірден айтқаннан кейін әзір есіме түсе қоймай жатырды. Бірақ көрсету davamında еле 2 сағат студенттерімізбен біргелікте боламыз. Bir шеттен әсін айтып береміз. Бір өміріңіз davamında қазір мүмкін бірінші мәрте мүмкін алдынан қайталанған болуы мүмкін. Қазір әммеңіз өзіңіздің оқыған мектебіңізді, мысалы А класс, Б класс, Д класс дегендей классларыңызды айтып кетсеңіз, мүмкін классласаңыз тамашалап отырған болса, бір қуанып қалатұғын шығар деп ойлаймын. Қарамайтындағы қайсы мектеп, қайсы район, қандай класс біткергеніңіз? Қалыкөл районы нөмірі 7-ші мектепте Күндігөзек ауыл қоралы жиыны. Ал жасауым кетті қазір. Қандай класс дедіңіз? 11-ші А класты біткердім. 11-ші А класс Карамадин Хитчановның классласларына жалылы сәлем. Рахмет, Қарамайтындағы Бегі Семірбаев сізге мұражет қылсақ, және мәрте байрамларыңызбенен Рахмет. өзіңіздің балаларыңыз біткеріп жатырған мінекей. Мархамат құттықтап қойсаңыз болады. Міне бүгін сондай бір қуанышты күн. Әмеміздің амсы басымыздан өтті. 25 май жүректер шаукілдесіп, мектепке барып, әсіресе біткеруші класслар, соңғы қоңырау кішкентайынан бастап, 10 жыл бірге оқыған достарыменен әркім әр жаққа жоғары оқу орындарына басқа нелерге қанат байлап ұшып кететін күн бүгін соның кейінен қай уақытта көріседі, әркім дүз тартқан жаққа кетеді. Мінекей сондай бір қуанышты күн. Бәрше біткерушілерді құттықтаймын шын жүректен. Құда қаласа оқуларын бітіріп, келешекте елімізге бір қызмет ететұғын, халқымызға пайдасы тиетіндей insanlar болуына тілектеспен жоғары оқу орындарына кіріп өздерінің қалеген кәсіп иелерін таңдауға мен шын кеуілден тілектестік білдіремін. Рахмет. Мектебіңіз, классыңыз? Мен 1985 жылы Қоңырат районындағы бұрынғы Менделеев атындағы номер 2-ші мектептің 1-ші классына барғанмын. Бірінші ұстазым қазір телеверсін дүниядан өтті. Ұлбосын апа Дәлжанова деген бірінші әрбіретке ұстасыма шексіз миннеттармыз. Бүгінгі күнге кеп азды кем халықтың итібарын еріскен болса, неге еріскен, қандай білім дәрежеміз болса, осы бірінші әрбіретке мұғалімнің арқасы деп мен ойлаймын. Hem класс басшым,
Темірбаева, өзім фамилиямда Темірбаева Халима Сабитовнаға да үлкен minnettarchilik білдіремін. Шығыннан пайдаланып барша класстастарыма сәлем жолдаймын. Рахмет. Темірбаеваның сабағына тек шерекке 5-ке шыққанын білдік, е? Дұрыс. Аталасы сол Рус тілі мұғалімі еді өзі. А? Рус? Қандай жақсы. Ұстаздар хақында осы орнына бір қосық қатары ядыма түсіп атыпты. Беріп ақыл білім балаға, кәсіп машақатлы қиын оғада, қанша қызмет қылсаң да аз оған, хатты арқалып апарсаң да қабаған. Ұстаздарымызды құрметлейік. Енді бір нәубетті және бір yoshli қосыққа берсек қалай қарайсыздар? Һәм сәубетіміз ондан кейін давам етсек. Саз, сәубет. Мархамат, Қарақалпақстан Республикасынан менен түсінген мәдениет қызметкері Карамадин Хитчанов, Бақытжан. Ой, мүмкін бе? Мүмкін? Бүгін 25 май. Ал. Сондан кейін енді ұшамыз. Ал. Бексаға айтқандай. Байрамдай болсын, шоқ қосық па, Карамадин. Бұл ойнап, yoshпаймыз ба? Болды, әнеге. Ойнап, yosh. Kozgalıp ornumdan turup canını öz ayağım menenle varmaymasın. Kozgalıp ornumdan turup canını öz ayağım menenle varmaymasın. Ha varmaymasın. Şan varmaymasın. Bilip ayıbım diye çalındın mağa Şalvarımdı diye falan baysağa Aytkan sözüme ne bayman ben senin Şalvarımdı diye falan baysağa Aytkan sözüme ne bayman ben senin Ha varmayma senin Şan varmayma senin Men közge ilmiymen bek sultanındı Eyni terk etmesinle dünya malındı Kurban eylemesin şirin canındı Men senin canına varmayman seni Kurban eylemesin şirin canındı Men senin canına varmayman seni varmayman seni Ölmesem o zaman ne aytan bu sözüm Yendi men barmayman kelmesen özüm Arkalap barmasan barmayma o seni Yendi men barmayman kelmesen özüm Arkalap barmasan barmayma o seni Ha barmayma o seni Barmayman seni, barmayman seni. Rahmet. Karamadin Хитчанов. Şabana. Bizi klassın lazım mı? Ha? Klassın lazım mı bizi? Ağlasma. Ya bizi klassın lazım mı? Bir de söyleyeyim. Елем бүгін келгенің классқа. Біздерде 11 жыл оқығанда қайдың? Rahmet. Al. 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 Bayramda oturup kız ben bala aralası oturayık da. Burası
Сонымен анасы отырайық деймін. Отыр. Айрам кестіріп отырып алған. Отыр, бара. Обой. Бадыр. Отыр. Қызғаншақ қой оны. Bir kızık. Отырмай ағына. Ей, не қылып жатсың? Нан жеп отпын. Ей, нан жейтін жер емес қой. Енді мектепте соғыс оқимыз ғой, келешекте нан жейік деп. Қазірден бастап даярланып отқан бұл. Аш болдың ба? Азында шай ішпей шықтым. Неге үйіңде жеп шықпайсың? Ол кезде үйден жеп шығатын болса мектептен кеш қалып қоймын ғой. Рахмет. Енді құрметті достар, қадірланылар, арпа ішінде бір бидай. Сарбиназ ханым, сіз бүгінгі піткерушілерге өзіңіздің құтлықлауыңыз һәм балалығыңызға азамат қайтсаңыз. Рахмет. Ассаламалейкум әуелен бәршеге һәмде бүгінгі 2020 жыл піткерушілері. Мен Қоңырат районы, жаңа Бексақ айтқандай, Менделеев номер 2 санлы мектепте оқығанбыз. Бексақ екеуміз бірге оқығанбыз, бірақ Бексақ менен неше жас, 5-6 жас үлкен класста оқыды. Қазіргі 36-шы орта мектеп болды. Бірінші ұстазым Зәуре апа, А харіпті үйреткен, әліппені үйреткен ұстазымыз. Осы тарауға, маған осы тарауға келуіме, осы тарауды таңлауыма түрткі болған ұстазымыз, Бексағаның да ұстазы менімше. Кеңесбай аға Ташқоразов, әзір бұл дүниядан өтіп кеткен, Құдайым жатқан жер жайлы болсын, топыра торқа болсын. Біздерді осы инсанның арқасында біздер мектеп сахнасынан басылап, әзір осындай сахналарға шығып, жақсы ұстазымыздың білімлерін ақылап отырмыз деп ойлаймын. Әмде піткерушілерге әмеше табыстар тілейміз. Міне бүгін қанат байлап ұшып атырды. Құдайым сондай елімізге белгілі, халқымызға пайдасы тетіғын азамат жігітлер болсын дейміз. Рахмет. Сарбиназ ханым, мектепте сондай бір қызықлы өзі бағана байрам шоудың басында шашыңыздан тартты ғой, енді сондай өзіңіздің өміріңізде де болған ба? Негізінде мектепте, мектепте қызлардың шашынан тарту моды ғой бәрібір. Моды. Отыр. Енді мен шашымнан тартқанын ести алмаймын, бірақ мен көбінше достарымның көпшілігі еркек бала болғаннан кейін мен өзім қызлардың шашынан тартатұғын едім. Бірге футбол ойнап, достарымның көпшілігі еркек бала болған менің. Өзім бірақ анандай, балалардың қылықтарын өзім қызлардың. Қазірден бой жексен ғой. Құрметлі қадірданлар, міне біздің студиямызға қоңырау келіп атыпты. Бағана естілткеніміздей, студияда тікелей қоңырау бізде бар. Әзір 0850 қысқа номерлеріне қоңырау етсеңіз, біз сізді турдан тур эфирге алып шығуға әрекет етеміз. Мен жоқ. Байланысамыз деп атқан уақытта күнімен сөйлей бермей алжисыз звонокты дейсің. Өшіп қалды ғой. Рахмет, Сарбиназ ханым, әзір және егер байланысқа шықса, біз байланысуға харекет етіп көреміз. Бақтияр Жұматаев, мархамат, сізде қандай қызықты уақия, балалығыңыз, мектеп, мархамат. Әулем бар, ассаламалейкум. Үрметлі ұстазлар, піткеруші жастар, барша піткерушілерді, Гүллан халқымызды, енді әлбетте әмме мектеп сахнасынан атылағанбыз. Соның үшін барша бүгінгі әсіресе піткерушілерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Мен де өзім Нөкіс Қанегелестірілген мәдениет мектебінде оқытушы болып істеймін. Менің де биыл піткеретұғын 10 оқушым бар еді, расы барды олар. Оларам азанлы берімдермен хабарласып, кеуіл кейпияты болмай жатыр, енді мұғалім біздерде соң қоңырау болмады деп. Бірақ енді ешқандай кеуілді шөктіру керек емес. Міне бүгін жаңа жоғарыда айтқандай барша піткерушілерге арнап, әмме көркем өнер ұстаздар бір кластың балаларындай болып сіздер үшін біздер бүгін қызметтеміз. Рахмет, Бақтияр кешіріңіз, қоңырауды алып жіберсем қалай қарайсыз? Үлгергендей болсам. Тыңлаймыз сізді, турдан тур эфирдесіз. Байланыс үзіліп қалды, кешіресіз. Сөзіңіз бөліп қойды. Бақтияр аға, мархамат, балалығыңызда мектепте бір қызықлы уақия болған болса, бөліссеңіз. Мектепте енді мен бірінші классқа барған күнім, біз көшемізден 3 оқушы барғанбызда, Айтмұратова Лиза, Абдикеева, Сарбиназ деген. Хам классымыз толып қалған, 1 сентябрь күні барғанымызда классымыз толып қалған, орын жоқ. Бірінші мен барғанман, менен кейін
екі қыздам үшеумсам бір орында отырып бірінші күні сондай болғанда басқа орын жоқ. Я сол Бақтиярдың қасына отырып, сол үйдің қасында қоныстарының қасына отырдым. Я мынандай ауа қосылып тұрады. Бір ауа. Үш адам сияқты. Нөкстесел не қылғанда біздерде еді ана үшеуміз бірге отыратұғын. Біздер мынандай екеулік еді. Сіз жерде. Бірақ ана кішкентай класс сол айрықша болып тұрады. Үлкен 5-ші класстан бастап қосылды. Мен янда жоқ. Және бір нәрсе. Соны шешіп алайық, тошы қандай бар деген ал. Кішкентай кезімде ана мектептегі трепперлер болады ғой. Білсеңіздер, 28-ші орта мектепте мынандай Құлап кетейін деп тұрған мектептерге қоятын еді. Екінші, үшінші этажды деп ұстап тұрады, асты бос трепперді болады да. Стойка. Соны стойканы көріп боп, мен шоққа түсіп қалғанмын да. Үйге келіп жылағанмын, мен мына мектепте оқымаймын. Ол мектеп құлап кетейін деп тұрды, үстіме құлап кетеді деп зорға көндіріп апарған. Сол жеріне есімді сол біліп, сол үлкенмен деген шекем сол жеріне жақыламағанмын. Жаңа тіреп тұратылар бар деп отырсыз ғой. Мектепте нешінші атаман болғансыз? Мектепті атаман болғанман деп дегенмен. Мойындай бер, о заманда бар еді ол. Рахмет, менің бір арманым болып тұр, туырдан туырға бір өтіп сөйлесуіне, бір сөйлесейінші осы адаммен. Сіз тыңлаймыз, туырдан туыр эфирдесіз. Телевизордан сәл алысласаңыз өтініш сізден, сіз туырдан туыр эфирдесіз. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Хайырлы кеш. Рахмет, өздеріңізге де қайырлы кеш. Рахмет, танысамыз, қаяқтан атыңыз кім? Мен Шымбайдан соғына кетіп тұрмын. Аха. Атыңыз? Атым Яқ, үзіліске түсіп қалды. Шымбайлы замалласымыз. Мүмкін қарынасыңыз, мүмкін ашпамыз. Маған звонок еткен болды. Шымбайлы болсаң, саған соны көте беремін мақсен. Сенден Әлішер ағаны сұрай жақшы, қаяқтан білесің. Рахмет, азыр міне біздің атывы телеграм каналымызға да көплеген хабарлар келіп атыпты. Расын айтқанда қоңырауларым келіп атыпты. Қазір бірақ дегенменен қосықшыларымыздың гәпін бөліп ол қоңырауға жауап беру сәл қиын болып жатыр. Бірақ дегенменен ілажы барынша сізді туырдан туыры біздің студиямызға алып шығуға біз әрекет етеміз. Қазір және бір нәубетті қосыққа берсе қалай қарайсыздар, құрметлі? Мархабат, ортамызда онда Қарақалпақстан Республикасының медицина мәдениет қызметкері Бақтияр Жұматаевтың атқаруында бір достықты бөліссек. Бүгін бір сондай бір достардың күні. Barcha dostlarımızga arnaymiz. Dostluk gülşeneni migziz bu zaman. Kivullerden su işir mudan. Uzun kuzu bulsan köptür dost yara. Dostların içinde bir dostun bulsun. Bir kız bulup ikimizge köz kısa. Sonda da sır vermez bir dostun bulsun. Muzu hamdan bulsun sağancasına. Studentlik vaktin zagarasından. Canımdı biriyin demesin sana. Bir siyahday biri bir dostun olsun. Canımdı biriyin demesin sana. Bir siyahday biri bir dostun olsun. Kocalık maşgalası tüskende basqa. Her kim şırmatını bir konan şaşqa. Dost degen mertler keter tuntusqa.
dostların içinde bir dostun olsun. Akıllı aslatırday tatamla Jigittin zeberdiz bir dostu olsun. Sınçıl dünya kusup talay baslarda Nisap şop taktırıp sınar dostlarda Aytkızar ni türlü жаңыл taşlarda Sonda da жаңылmaz bir dostun olsun. Aytkızar ni türlü жаңыл başlarda Sonda da жаңылmaz bir dostun olsun. Jigittin zeberdiz bir dostun olsun. Dostlar aman olsun. Rahmet, şapalak, Bahtiyar Жұматаев. Haqiqatында da dostluk hakkındağı acayip tolgау, және мәрте құрметті піткерушілер, достарыңызды ешқашан ұмытпаң. Мектепте, балалықта алынған білім тасқа қойылған нағыз кібі деп айтады азиздер. Енді мархамат біз сәубетімізді және давам етеміз, құрметті ұстазлар, құрметті қадырданлар. Bir затты ескертіп өтуім орынлы. Қазір біздің АТV студиямызға турдан туры эфирдеміз. Соның үшін бізге турдан туры қоңырау келеді. Міне, бір қоңырау келіп жатыр, соның үшін габыңызды бөліп қоңырауды алып берсем қапа болмайсыздар деп, мынандай болып. Осындай болып. Тыңлаймыз сізді. Алло, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Прямой эфир түстім бе? Прямой эфирде, турдан тур эфирдесіз сіз. Танысамыз, қаяқтансыз? Турдан тур эфирдесіз сіз. Құрметлі заманласын, турдан тур эфирдесіз сіз. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Және үзіліп қалды. Сәлем білейін деген ғой. А? Сәлем білейін деген ғой. Сәлем білейін деген. Мен бір арқайын бір сөйлесе алмадым. Бірақ мен дауысын сәл танығандай болдым бұл адамның. Байжан ұзақтың дауысына ұқсап кетті дауысы. Рахмет, мархамат сәубетімізді давам етеміз. Бізде Саламат Қаллыбеков. Саламат Қаллыбековтың балалығы алжаспасам нөкісте өткен. Солай емес пе? Мархамат, кең түрде танысайық сізбен. Балалығыңызбен да? Балалықпен бе? Балалық өзім онша білмеймін. Рахмет. Ассаламу алейкум. Hürmetli ұстазлар, hürmetli pütkerуші жастар. Бүгінгі pütkeru кешесіменен бәршеңізді шын жүректен құтылқылаймын. Елімізге кереклі үлкен маман кәсіплерінің бірі болғайсыз. Енді мен өзім келсек Нөкіс қаласы нөмір 19 мектепте тәлім алғанмын. Берді бірінші ұстазым Амина апа деген ұстазымыз бар еді. Мұғаліміміз Амина апа 4-ші класқа шейін оқытқан ұстазымыз. Сол мектепті бітірдім. Не деген басқа? Тек 4-ші класқа дейін Амина апа. Сен коридорда оқығансың ғой онда. Тек сонда Амина апаның қолында оқып қойдыңыз. 5-тен 9-ға дейін ешкім. Бақадай оқыдым ғой. Бақа? Сен классың боласың. Кешіріңіз, қоңырау бар бізде. Ассаламу алейкум, сіз турдан тур эфирдесіз. Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Кеш жарық. Ассаламу алейкум. Рахмет өзіңізге да. Танысамыз, қаяқтансыз, атыңыз кім? Нөкістен Гаухарман. Ой, Гаухар, қалайсыз? Байрамларыңызбенен? Рахмет бірге отын өзіңізге да байрамыңызбенен. Рахмет. Біткергенімізге неше жыл болды, Гаухар? Мектепті. Сон тайырланып отырсаңыз болды, сұрап қалар-ау деп. Bize kuru oturup айтып берсе есе қылып. 17 жыл болған екен. Егер 2003-те біткерген болсаңыз, сіздің біткерген жылыңызды анықтап береміз, бізге турдан тура хабарласың. Математиклер отырып, Бақтияр Жұматаев математикадан олимпиада чемпионы. Рахмет. Сәлемден біліп алдым, 17 жыл болған біткергенімнің. Сәлемдер, құттықтаулар болса, біз сізді тыңлаймыз.
Sorağınızı tınlaymış sizin. YouTube kanalımda жазып қойшы Бахадыр Разымбек бар деп қойсыз да, бірақ ол жерде Бахадыр Разымбек жоқ, Бахадыр Қымбат болдық дейді. Бахадыр Разымбек бармай қалды ма, Gavhar Hanım sizin sorağınız orlu, bizde sizin orlu sorağınızga orlu cevap var. Hazır eğer bizde efir saatlarımız hazırdan özünde bu sorağıga Salamat Kallibekov cevap beredi. Ya özüm cevap bereyim ben. Bahadır. Men cevap bere koyayın. Sebep Bera bak. Ya ama men cevap bere koyayın. Hazır Bahadır Razımbetov'un sebebi densaulik bu endi bir sonday bir ağır ısıcan biz hammamiz Bahadır Razımbetov'un az densauligina sal bir sirqab qaldi, sol uchun kela olmay qaldi. Juda qo'rqatni emas. Juda bir qo'rqatni emas, biroq deganmen ham baribir ham bizning to'g'ridan-to'g'ri efirimizga kela olmay qaldi, biroq deganmen ham bizni albatta qo'llab-quvvatlab efir baslan burun hamma qo'shiqchilarga, ustozlarga o'zining jalli salamini yo'llab, o'zining kela olmay qolgandan baylanışlı siz de aziz zamanlaslardan tamasha ko'rgan kechirim so'rab qo'ying bizdan o'tinish etdi. Soning uchun жаңа eng basında aytganimiz sol edi. Bahadır Razmet'in bugun qatnasha olmayotgani sababli sal densolig'i dim qo'rqatni emas, biroq deganmen ham sal sirqab qolganlar baylanışlı bizning kela olmay qoldi studiyamizga. Hozir rostini aytganda Bahadır Razmetovni so'raganda da quvondim. Sebebi izlab, misol uchun sol afishada bor edi, sen nega bu yerda yotibding? Sureting yo'q. Boğazka dedik. Yok sureting chiqqan. Bir bütün ekşişiyordu, bir bütün ekşişiyordu. Ya bipuslik ben ne öyle? Bir buzlik. Bipuslik nan jeb o'tirim kerak. Rahmet aziz do'stlar, mine qo'ng'iroq bor, jane qo'ng'iroq bor. Baylansamiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Tanisamsiz siz beni? Aha. Televizoringizning jonidan sal alslaysizmi? Bizning hozir efirimizga, o'rtamizдағы сөйлесуге sal kesinti etib atibdi. Hurmatli zamonlazim, davsingiz eshitilmayotir. Bo'ladi, ko'rib bering, Xudo xolasa yil davom etadi. Bayram Berdimuhayev qayerda tug'ilgan? Aha. Jane, siz o'zingizning atingizni ayting, ham qayerda yashayotganingizni bildirsangiz. Men Mo'ynoqdanman. O, rahmet, Mo'ynoqli zamonlasin ismingiz? Mo'ynoqdan ham ko'ryapti demak. Adım Azat. Azat ağa sizga rahmet, minnatdorchilik bildiramiz. Hozir bir qo'shiqdan keyin Bayram Berdimuhayev bilan suhbatlashamiz. Ham uning kelib chiqishuv tarixi, Mo'ynoqdan qayerda tug'ilgan degan savollarga hozir javob beradi Bayram Berdimuhayev. Bayram Berdimuhayev degan so'rashimda aytgan, yekilingizga aytgan qo'shiq aytib bersangizga. Qo'ldan kelgancha efir soatlarimiz davomida qo'ldan kelgancha biz albatta uni atqaruga harakat etamiz, hurmatli aziz ağa. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, bizdan alishlasmang, biz bilan birga bo'ling. Aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli pitkeruvchilar, marhamat bizda yana bir jalli davsa qo'shiq o'rtamizda Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistka Sarvinoz xonim Almaqulovaga navbatni bermas burun bir qo'ng'iroqqa javob berishim qalay qaraysiz? Marhamat. Allo, assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Tanisamiz, atingiz? Dinara bo'laman. Aha, Dinara. Bayramlaringiz bilan. Sago. Rahmat, o'zingizga bayramlaringiz. Rahmat. Marhamat, qutlug'lar bo'lsa, so'rov bo'lsa biz sizni tinglaymiz. Bugun men bo'lganimiz bo'lgan 36-maktabda bitirgan bitirgan Muhammad Aliyeva Guljamal hamda 37-maktabda bitirgan Hurmat Sultanbek bolalarida bugungi bitkeruv kechasidan kutlamoqchi edim. Rahmat. O'zingiz qachon bitkerdingiz? Taxalisi 5 yil bo'ldi. 5 yillik muborak bo'lsin. Siz albatta atni atab o'tgan qarindoshlarimizni bitkeruv kechasini bizda chin yuragimizdan qutluklaymiz. Өмірдегі алдындағы сондай гүзар жолына үлкен табыстар тілейміз. Ham жоғары оқу орнына сүрінікпестен бірінші грант стипендиясында оқуға қабылдансын. Albatta, bugun сол екі bitkiruvchi bolalar bo'lgan Aynura, Sahijamol, Dinara, Ziyada, Azamat, Sahibullardan qo'shib qoladi. Rahmet, sağ olun, salamat olun. Bizden baylanışkanınız için minnetdarmiz sizden. Rahmet.
Sağ olun. Marhamat, bizde canlı havasa qo'shiq Sarvinoz xonim Alnagulova. Üşüdümsün karşımda, hiçbir yerde turarım yok. Hasret bilen bulqsımda, tutmagancha qararım yok. Sarvinoz xonim Alnagulova. Bizim klasыңыз ғой? Ha? Bizim klasыңыз ғой? Bәр сен классыңыз бола берме? Bir klası koymuş ғой. Қосып Бағана далаға шығып кетсем бола ма? А? Далаға шығып кетсем бола ма? Қалибеков, бар, тез барып қайт. Мұғалім екенмін осындай оқулар қуанып кетемін да. Тез, бір аяғың далада, бір аяғың іште болсын. Мархамат, біз көрсетуімізді давам етеміз, достар, құрметті қадірданлар. Қоңырау келіп атып студиямызға, қоңырау, мархамат, байланысамыз. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Сіз турдан тур эфирдесіз. Танысамыз. Мен Мойнақтан Жұмағұл Абай. Аха. Оласлам. Мойнақ районы Үшсай ауылынан 6-шы мектепте. О, Үшсай ауылы 6-шы мектеп. Үшсайға жалынды сәлем. Сіз тыңлаймыз, құттықтау болса, сәлем болса, ямасы сұрау болса. Менің ағам, мен негіз 9-шы классым, менің ағам 10-шы класс. Ағам үлкен оқуға түсіп кетсін. Біз де тілектеспіз. Қанде басқа да. Кешіресіз, үзіліп қалды әзір. Енді мархамат, мойнақшылар бізге, әзірміне екінші мойнақшы бізде байланысқа түсті. Мархамат, енді бұл мойнақ хақында, мойнақтың таңлары хақында, мойнақтың ақшамы хақында мойнақшы Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Байрам Пердебаевпенен бөліссек, мойнақ хақында. Байрам, мойнақтың қайын туылғансыз? Атайып алшы. Енді интернетте де сол Телеграм, Инстаграмлардан көп жазады. Мойнақшысам ба, мойнақшы дейді ғой сені деп. Бірақ мойнақшы емес, бірақ не дейді, сол қосықшы болғаннан кейін сол дүз несібеміз, сол әр елде тойларға нелерге барған үшін сол
мені өзінің шаңырақ ағзасында көреді деп ойлаймын. Сондан кейін мойнақшысам ба дегенге мойнақшыма дейміз. Ұлыма не дейді? Әркім өзінің жаңағы біреу ағасы қылып алады ма, сен біреу інісі қылып жақсы көргеннен кейін Енді мойнақтатып болдың ба, қайнатып болдың, соны айтшы. Қазір бір минуттан Байрам Пердебаевтың қайда туылғанын біліп аламыз. 1 минуттан. Мархамат, бізде байланыста. Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Даусыңыз тынық естілмей қалды. Қай жерденсіз? Атыңыз кім? Не дейді? Маркстан, Амудара районынан. Маркстан. Менің әзіз жерлестерім, қалайсылар? Yaxşı. Сол жерде Амудара шекемді айтып қойым, орынлы деп ойлаймын. Маркслы, құрметлі замандасымыз, мархамат, сәлемдер құттықтаулар болса, біз сіз тыңлаймыз. Мен 11-ci sınıfını bitiriyotgan Javohir akamni tabriklayman. O'zimning sinfdoshlarimni ham bayram bilan tabriklayman. Рахмет, бізде өз кезегінде ағаңыздың осы 11-ші класс біткеріп атқанменен шын жүрегімізден құттықтаймыз һәм жоғары оқу орнына сүрінікпей кіріп кетуіне біз тілекшіміз студиямызбен біргелікте. Сау болың, саламат болың, қарындасым, сізге де бәлен паруаз тілейміз өміріңіз давамында. Бізден алыстаспаң, бізбен бірге болың. Мархамат, Байрам Пердебаев aslında қайерде туылған? Нөгіс қаласында, Нөгіс қаласында туылдым. Нөгіс қаласында 1992 жылы 85-лермен оқамыз. Өзі 86 болғандан кейін сол көшенің бәрі жаңа Бақтияр айтқанда 3-4 адам папка арқалап баратып, менен бараман деп вай-вайды салып, бірге барып, папка алдырып барғаннан кейін сол Бақтиярдың айтқандай жаңа ұқсап кететкенде, мына классқа кірсе неше жыл дейді, 86, онда кете берді. Мына класста шасаң, 9 класс бар, ешқайсысы қабылдамай жатырыптың. Ең кейін коридорда тұрып жылағанман ғой. Асын амасын оқиман деп ұлыма. Сондан кейін бір мұғалім, қоңсы мұғалім, Зерхан апа деген бірінші мұғаліміз сол барып классына кіргізіп, 26 бола екен, 27-ақ бола қойсын деп. 29 мектепке бардық, бірақ 4-ші класста нөмір 18-ші Әжіназ мектебіне көштім да, сол Әжіназ мектепте 9-ші класста 2001 жыл біткердік. Ендігі жыл құда қаласа 20 жылымыз болады, бірақ деген жер қызық жер болып тұтты да, 84-лер 20 жылық береді. Біздер енді 85-лермен оқығаннан кейін, біздер 2001-де біткердік. 85-лермен 84-лердің 20 жылығы 1 жылда болады. Бұлан бір өзгеше болады деп ойлаймын. Енді сіздер 4-ші класста оқыды да, біздерден кейін. Мен 1984 жыл туылдым да. Біздер 4-ші класста оқымай, 3-ші класстан 5-ші классқа өтіп кеткенбіз. Бұлар енді жаңа мектепке бараман деп жылап неғаннан кейін бұларды 4-ші класстан оқысын деген да. Қандай бақытлы мархамат, бізде міне осындай бақытлы балалықтың ширин демлеріне ұласайын деп тұрған бір қоңырау бар, мархамат. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Турдан тур эфирдесіз. Алло, сіз тыңлаймыз, турдан тур эфирге алып шықтық сізді. Мархамат. Мойнақтан. Мойнақшылар Байрамның ауылдастары өзге түсіп қалды. Рахмет, Байрам Пердебаев міне жаңа өзі айтқандай 18-ші саллы орта білім беру мектебін Әжіназ атындағы біткерді. Қалыбеков, қаяқта жүрсең, неше адам звонок етті әлі сені сұрап? Ішінде құбарлан шығады. Мектеп біткердік, мектепте де бойымыз кішкентай болғандан кейін күнде мені қоймайтын еді, ол класстың еркек баласы болғандай физрада да менен бойым күттай болса да, менен қорқпайды да, бәрі бір жас үлкен болғаннан, мен ең күттай болғаннан, мен ең кейін болып тұрып, сондай азыр біткергенімізге де демде 20 жыл болып қалады екен, ендігі жыл. Пайттан пайдаланып, класстастарымызды өзіміздің сағынышы сәлемімізді жолап қаламыз. Класстастарымызға биыл біткеріп атқан іні қарындастарымызға да бүгінгі байраммен құттықтаймыз, һәм алдағы оқу орындарында табыстар тілеп қаламыз. Үлкен оқу орындарына кіріп, еште қапа болмасын. Биыл
Şu karantinge байланысты 25 may bolmadı dep hiç xafa bolmasın. So ne deydi ustazlarımızday bolup 20, 30, 40, 50 жылдыктарда белгилүү несип эткей. Үлкен оқу орындарына кіріп, со еліміздің байрағын дүнияға танытатын жастар болуына тілектесіп білдіріп қаламыз. Рахмет, шапалақ Байрам Пердебаев міне өзінің аз мектеп дәуірімен бөліс. Бақадыр кешіресіз, 1 минут менде қоңырау бар. Ассаламу алейкум, сіз турдан тур эфирдесіз. Ва алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Атымының өзі, сіз турдан тур эфирдесіз. Атыбыдасыз, турдан туры эфирдесіз, турдан туры. Ау. Мойнақ неғын? Не қыл дейсіз, апа естіпей атпан? Алло. Мойнақтан атыңыз? Оралхан апа, байрамларыңыз менен кеш жарық. Aha. Rahmet Oralхан апа. Hazır tap Bayram Perdebaev'in atkarında жақсы bir жалылық қосып болан етіпті. Оралхан апа біздің турдан тура эфирімізде сізбенен байланысқанымыздан бізде төбеміз көкке жетті. Алдымызда сау саламат жүрің бала шағыңыздың алдында Оралхан апа. Bayram Perdebaev'in debatı bedi arjağında. Rahmet, mine hürmet ne kıldı? Ne? Ести там. Байрам Пердебаев жаңа мектепте бойың Қытай деп жатыр ғой. Бойың Қытай болғанмен тарихың ұзын жігіт екенсің деп жатыр ғой. Rahmet, marhamat bizde қоңырау бар эфирде. Assalamu alaikum, турдан тура эфирдесіз. Алло. Телевизорыңыздың жанынан сәл алыслайсыз. Assalamu alaikum. Алейкум, қалайсыз, амансыздар ма? Құдайға шүкір, жақсы рахмет. Қалайсыз өзіңіз аман есен? Рахмет, бірге болсын өзіңізге де. Жақсы күлерге жеткіземіз. Рахмет. Передача түсіп көре қойын деп едім ғой. Бұл түстіңіз аға. Сәлем құтлықлау болса. Құттықтау солма 25 мектеп бітіріп жатқанlar құттықтайған деймін. Алмат тілеймін, сол передача көп өткеніңіз жақсы. Сондай жақсы передачалар көп өткеніңізге. Рахмет, ітібарыңыз үшін сау болың, саламат болың. Бізбен алысаспан. Мен прозамен шығып едім ғой. Аха. Ілтімаспен. Бәйдеде Теміз Бек отырыпты ғой, сол бір көріп тастап жүрсе нөміріне. Не қыл дейді түсінбен? Бәйдеде қосқысы отырыпты ғой. Ава? Содан бір өкідік тастап жүрсе. Болды? Рахмет. Пeki sağ естіңіз. Рахмет, бір қосыққа нәубетті берсек, я? Мархамат, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Байрам Пердебаевтың атқаруында бір жалынды болсын.
özüngdü körse Yeri serimiz vurulan bas armanğa Bakıtlıman mudan özüngdü körse Yeri serimiz vurulan bas armanğa Lala kızgalda, lala kızgalda Güllerdin şirayı lala kızgalda 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 Bayram, 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 bayram. Rahmet Bayram Perdebayев. Rahmet, havasınız talmasın. Bəlent lafız tileymiz sizge. Рахмет. Бір қызық болып тұтты да енді. He. Карам ағаның, Бақтиярдың, Бек сағаның, Саламаттың, Сарназдың менің ядымда болмауы мүмкін да қызық уақиға. Енді қызық жеріне келіп тұтты да бұл пек көрсетудің. Өз Мақсат Полатовым әзіл кеш енді Бақадыр енді ол Бақаға шоу театр студиясының ажайып актері. Енді қызық жеріне келді. Енді бұлардан қайсы мектепте оқыдың емес, мектебін айтып өте қойсын, бірақ қызықлы уақиғалар көбілеп айтуын ілтимас етіп қаламын. Әлбетте мархамат Мақсат Полатовқа қазір жүзленеміз. Оған дейін бізде турдан тур эфирде тыңлаушымыз бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сіз турдан тур эфирдесіз. Танысамыз. Атыңыз қай жерденсіз? Аха. Қуанышымыз Қаллыкөлден. Карамадин ағамыздың ауылласы, заманласы. Аха. Карамадин Хитчан. Аха, тыңлаймыз сізді. Барлық қосушыларға ассалаумағалейкум. Ағаларымызға, жағаларымызға бәріне ассалаумағалейкум деймін отырғаларға. Ва алейкум ассалам. Шаман дейміз. Рахмет, ел қызметінде бұндай ұлттар көмекті келгендеріңізге. Рахмет. Мен бір Бақадыр аға бар ғой, қызылшы, Түменшік. Ава, Құтлымұратов. Сол ағамызды бір арғандай қызықлы әңгімелерінен естік деп телефон қылып отырып едім. Болады, Азамат аға, сіздің тілегіңіз әлбетте... А? Сәлем жолдасақ та бола ма айдаға? Сәлем жолдасаңыз болады, мархамат. Біз сізді турдан тур эфирге алып шықтық. Өзіңіздің жақынларыңызды, қадырдандарыңызға сәлемдеріңіз жолдасаңыз болады. Мен Қалыкөл районында бұны 15 жыл алдын нөмір 23 талы орта мектепті тамамлағанмын. Яғни 15 жыл алдын біткерген класстас жораларыма, класстастарыма, класстастарға әммеге сәлем жолдаймын. Қалыкөл халқының бәріне. Әмметіне сәлем, таныған Қарақалпақ халқының бәріне. Сіздердің жұмыстарыңыздан қалып. Рахмет. Сол Бақадыр аға қай жерден шыққан толығырақ мағлұмат берсе, бір квенде көріп, кешегі квен 2019-да көріп, класспен тоққанымда Бақадыр ағаны. Рахмет, Азамат аға. Қазақша нелерді естек, көп әңгімеледі. Рахмет, сау болың, бізден алыстаспаң, бізбенен бірге болың. Әлбетте, әзір эфиріміз давамында Бақадыр Құтлымұратовтың қай жерден шыққаны, өзі Қаллыкөлге жақын жігіт, жүдә бір алыс жігіт емес. Және бір қоңырау бар, одан кейін Мақсат Полатовқа жүзленсе қалай қарайсыздар? Кешірім сұраймыз енді студиямызда осында. Мұғалім бір өзі бетекте телефон әкелмеді, өзіңіз телефонда сөйлесе біледі екенсің. Мақсат, өзіңіз звонок ет. Алло, ассалаумағалейкум, турдан тур эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум. Ва алейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Өте Рамазан байрамы арасынан, және бүгінгі соңғы қоңырау байрамы арасынан. Рахмет, өзіңізге де мүбәрек болсын. Мектепте күтіп отырған сынып инженеріне үміттеймен және доктор олар еді. Мақсат аға Полатов бар. Қайсы районда туылған, екіншісі өзі оқыған мектеп туралы өмір жолы қысқаша жердегі мағлұмат берсе деймін. Өзі Мақсат ағаның қосықтарын жақсы тыңлаймын. Мәселен, ең жақсы көріп тыңлайтын қосығым сағындым деген қосығы бар. Көлімне,
Мәктеп баламында бір айтып бередім. Эфирде. Bir kuplet siz үшін айтып береді. Атыңызды айтып бересіз, заманласыңыз. Мен Шынай районы Бақылауыз Қарауатынан атым Арухан. Арухан, рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Бізбенен байланысқаныңыз үшін біз сізге minnetdarchilik білдіреміз. Әлбетте өміріңізде тасқын табыстар, бақыт тілейміз. Рахмет. Һәм Сарназ апаға, Карамат Яқишеваға, Мегіз Темірбаевқа, Бақтияр Матаевларға сәлем жолдап қаламын. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Бізден алысаспан, бізбенен бірге болың, Арухан. Досты, аман болың. Рахмет. Жұмсағызға табыс деймін. Рахмет, біреуіңіз маған бір сәлем жолламайсыз. Мархамат, Мақсет Полатов. Со, жаңағы сұрауларына келсек, өзі нәубеттен маған келіп тұрып еді. Туылған жерім Шымбай қаласында туылғанбыз. Номері 40-шы Киров атындағы дейді ол уақытта. Сол орта мектепке бірінші классқа бардық. Бірінші ұстазымыз Ерниязова Қатша апа болады. Сол Шымбай қаласында 6-шы классқа дейін оқып, кейіннен Нүкіске көшіп келгенбіз ата-анамыздың жұмыслары бойынша. Менде жаңағыдай 2 класслас достарым бар да. Шымбайда классым деймін, Нүкісте классым деймін. Жүда бір 2 жақпеннен ауызбіршілікте қатынасамыз. Тығыз. Сол, не деймін сен, мектепте жүда көп қызықлы оқиғалар болды. Бәрібір балалық уақытта қызық оқиғалар жүда көп болады. Оның әр қайсысын айтып отырсам көрсету. Шымбайдағы қызық оқиға біреу, Нүкістегі біреу айтса? Сондай ма? Мархамат, Шымбайдағы қызық оқиға. Қызық оқиға деп, мысалы бір сабақтың уақытларында мұғалім келмей қалатын жағдайлар болады ғой бір. Мен қауырласып сондай кезде тәртіпсіздік істеп неғып отыратын еді. Сол кезде біздің класстың қызлары, балалар жүда бір тығыз жаңағыдай қатынасатын едік. Сол кезде Класстарымен де тығыз деп. Сол кезде жаңа классымыздың қызлар балалар айтатын еді, әмме тыныш, Мақсет шығып қосық айт тақтаға дейді да. Мұғалім келемен деген қосық естіп отырайық дейді. Сөйтіп қосық айтатын едім, әмме тым-тырыс болып, тап мұғалім бардай сабақ өтіп отырғандай болып отыратын едік. Класста қорқақ болыңыз болды. Мектепте нешінші атаман болдық, Мақсет? Ең кейінгі болғаны қосық айтып қойған. Мақсет, нешінші атаман болдық? Еске алайық. Бір шығар сол. Рахмет, Мақсет Полатов, міне өзіңіз ескеңізде Шымбай қаласының тұрғыны, Шымбай қаласынан шыққан осындай әжайып талант. Солай емес па? Дұрыс. Рахмет, бізде қоңырау бар, мархамат, эфирге алып шығамыз. Ассаламу алейкум, кешіресіз. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум, сіз турдан тура эфирдесіз. Алло. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Илтимас, телевизордың жанынан сәл алысламасаңыз, біздің байланысымызға кесіліп етіп адыпты. Бізде Қорат районынан. Қоңыратшы заманласымыз, атыңыз? Қорат районынан бізде. Естім, Қоңырат. Сәлемдер, құттықтаулар болса, мархамат. Мегіз Темірбаевтың қосығын. Алло, Била. Ау. Бегіз Темірбаевтың қосығын Қоңыратылық заманласымыз сорап атыпты. Әлбетте, Бегіз аға қосық айтады әзір. Бегіз Темірбаевтың қосығы болса демеді, ықтымас. Болды, сіздің талабыңыз әлбетте қанатландырады. Әзір Бегіз Темірбаев өзінің жалылы қосылған інім етеді. Бізбенен бірге болың, бізден алысласпа. Рахмет, міне Бегіз Темірбаевтың аплодисменттері. Рахмет, бізбен байланысқан үшін сау болың, саламат болың. Рахмет, сау болың. Мархамат, бізде қосыққа нәубет жетіп келді. Мархамат, нәубетті Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Саламат Қаллыбековке қазір сазындылардың жанына барып жайғасып аламан дегенше бір звонокқа жауап бер. Тонларын көріп дегендей. Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, ассаламу алейкум. Мен Кегілі районынан Айсұлу Базарбаева боламын. Уалейкум. Бүгінгі көтерушілерді сол қатары Кегілі районы
9 sana mektep o'quvchisi To'rtbekova Dilfuza hamda Kis rayoni O'rnak Teatrdan Shabat va Rabiyalarda bugungi bayram bilan qutlaqlayman. Rahmet. Ularga omad tilayman. Endi vazag'anda Zohara o'quv o'rnina kiruvga tilaklayman. Albatta sizning qutlug'laringiz o'z egallarini, manziline yetib bordi degan umiddamiz. Sizni biz baylanışga alıp chiqqanimizdan, siz bilan tillashganimizdan quvonchimiz, hurmatli kelgelishingiz amollasin. Rahmet. Sağ olun, marhamat sizning hurmatingizga kelgelining ajoyib qo'shiq ovozi Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Salomat Qalibek, marhamat. Sulu yüzünde ko'rganman Ishqilsa azab ekan ya O'zim aytolmasdan suyganman Sezimlerim yetermekin ya Sulu yüzünde ko'rganman Ishqilsa azab ekan ya O'zim aytolmasdan yurganman Sezimlerim yetermekin ya Bağlar 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 Qo'shiqlaringni o'zing sishanglar Bağlar 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 Qo'shiqlaringni bağlarda janglar O'rlasam aytgan gapingda Quchog'ima kelermiding yar To'xtatmading nega shartingni Qiynalganim bilirmiding yar Aytgan gapingda Quchog'ima kelermiding yar Qo'shiqlaringni o'zing sishanglar Bağlar 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 Qo'shiqlaringni bağlarda janglar Qo'shiqlaringni o'zing sishanglar Bağlar 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 Qo'shiqlaringni o'zing sishanglar Qo'shiqlaringni bağlarda janglar Salomat Qalibek, qo'l shimalaq. Rahmet, marhamat, Salomat o'z o'rnina boraman degancha biz ajoyib qo'ng'iroq bilan chiqarib salamiz o'rniga. Assalomu alaykum. Alo, siz turdan tur efirdasiz. Hurmatli zamonlas. Negadir uzishga tushib qoldik. Marhamat, biz ko'rsatuvimizni davom etamiz. Qalay sizga unabatirmi ko'rsatuv? Agar unabatirgan bo'lsa, bizni ko'k ekran ortidan qo'llab-quvvatlab, tomoshalab o'tgan bo'lsangiz, bizga shunday qo'llab ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Marhamat, bir qo'ng'iroq bor, ondan keyin yana suhbatimizni davom etamiz. Kechirasiz. Assalomu alaykum.
Телевизорыңыздың жанынан сәл алысламасаңыз сөйлесуімізге кесен тетіп атыпты. Ассалаумағалейкум, құрметті заманласым. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Танысамыз, қай жерденсіз? Санемхан, Қожеліші заманласымыз. Құтлықлаулар болса, мархамат. Ау? Байланыс. Aha. Сұлу-сұлуым, әлбетте айтылады сұлу-сұлуым, Саламат Қалибектің атқаруында. Санемхан, Қожелісі заманласым, сізге міннетаршылық білдіреміз. Әлбетте сізге өміріңіз жолында бақыт, әумет яр болуын тілеп қаламыз. Болды, сәлеміңіз өз елеріне жетті деп есаплай бердің, Санемхан. Ау! Рахмет, сау болың, саламат болың, Санемхан заманласымыз. Мархамат, біз сәубетіміз давам етеміз. Енді жаңағына алжаспасам қаллы көлші заманласымыз Бахадыр Құтлымұратовтың көркем өнеріне бір ашық болған екен. Сондай бір талантлы жігіт. Мархамат, Бахадыр Құтлымұратов, өзіңіз көрсетің. Ал, сөйлей күнімен жақ жарыстырып, адамға сөз бермедің ғой. Сөйлей бершейші. Микрофон бершейші. Оған бізге соны айтады. Қайда білейін, күнім телефонға әкемеді өзі сөйлесіп жатыр. Мен туылым, мен 1987 жыл, 1987 жыл Көрчімрайда роддомда туылдым. Көрчімрайда? Роддомда туылдым, Шомайда. Нөмір 7 салы мектепке оқуға бардық, жүріп барды. Мектепте жүзі бір ақыллы, білімлі бала болдым деп айта алмаймын. Жүзі тартысыз болдым бағым. Мүмкін емес. Себебі мен анам 1-ші класынан 4-ші класқа бастауыш класс мұғалімі да. Өзі оқыта жақ болып апарды. Мен оқымадым. Мына тұрса оқымайды деп басқа классқа беріп жіберді. Енді сол 1-ші кластың өзінде басқа классқа беріп жіберді. Ұстазым сол Рыскүл апа. Класстың балаларымен қызларымен бірге оқыдық. Не, қалай айтамын? Класстың балаларымен бірге оқыдық қой енді. Нешінші таман болдың мектепте, Бахадыр? Мектепте ма? Алламұрат бар. Тілепбай бар еді. Тілепбаймен 9-ші класста туылдым. Екінші таман болдым ау? Арттан санағанда ма? Класста өзі неше бала оқыдыңыз негізі? Класста 2 бала дейді ау. Солайша. Жоқ, біздер класста 7 бала. 7 бала оқыдық. Қыздар санап ұмыт қалдым. Бахадыр, сізге бір сұрау берсем, егер мәлел кемесе, сенің бірінші мұхаббатыңызбен бөліссең. Осыда мұхаббат бар ма? Мұхаббат қайнап тұр. Бірінші мұхаббат. Шымшық, мектептегі. Мектептегі мұхаббат та? Бірінші хат жазу. Расынам, бірінші хат жазу, бірінші анкета дегенлер бар еді мектепте. Келің солар ақында. Альбом жазу, сурет қысыру дегенде. Сол ғой енді, сол айтып отқан. Мектепте ме? Бірінші мұхаббат. Қалай айтсам, енді... Үйде кіре алмай қалады оны айтса. Мектепте, енді айта бересің ғой, эпеде. Мектепте бірінші мұхаббат қайдамай. Манзура деген қыз келді. Соған былай деп не қойды. Нешінші класста? Сол 6-ші класста шығар деймін. 6-ші класста неғылған мұхаббат? Білмейміз ғой, сол уақытта сондай бір жатты ғой әйтеуір. Өзімізде сол жаңа қыз болды, звонок етіп, жата машинада шығып жүрдік қой. Өлеу деп. Өлеу деп, өтірікке сабақ сұраймыз жаңа. Гәбінесік болды болып жүрдік қой әйтеуір. Мектепте шок болдық бірақ. Мектепте қызық уақия айтып кетіп айтайын деп тұрсам ғой. Мектепте қызық уақия емес, қызық емес уақия айтып кетейін. Күнде қызық уақия болады менде. Мектепте қызық уақия көп. Біреуін айтатын болсам, класста Оралбай деген класстың баласы бар. Қоңысымыз. Класстың
Ләззат деген қызға ғашық болатын. Ол ма? О, үйінде хат жазып қойған. Сестрі қыз хат жазып берді. Ажапасы хат жазып ертесіне апарады болып қасында мен жорасың ба? Оралбай болып келеме, айтып жіберді аман көзі деп. Оралбай ешкім Ләззаттан кешірім сұрап алсын. Одан тұрмысқа шыққан шығар дейсің. Хатты басқа Ләззат қой. Әмме звонокты кетіп қалды. Хатты мен қыздың сөмкесіне салуым керек. Хаттың ішіне 2 зибашка салдық. 500 сом бұлз алдық. Неше сом? 500 сом. 500 сом? Не білем? Оған көп 4-5 сақыз беретін. Сақыз беретін. Сөйтіп енді оған қайдам еді берді. Сөмкесіне салдық. Сен салдың? Мен салдым ғой. Салдым. Енді ответім күтеміз. Ертесіне отырмыз деп. Кіріп келіп қарасам, қабағының қары деп бұл қар жоқ отыр деп. Мұғалімге кетіп классрукқа апарып берді хатты. Сақыз жоқ. Сақыз жоқ. Сен неған? 500 сом жоқ. Тек хат бар. Сөйтіп. Жаңа класса Оралбайды адам мезеген қосақ сақ қойып дейді. Карамадинаға, сіздің ойынша Оралбайдан ұят болды ма, Ләззаттан ұят болды ма әзі? Я мұғалімнен ба? Маған айтып отқан ұят болды. Маған айтып отқан ұят болды. Рахмет. Хақиқатында да байрамаға сіз айттыңыз осы Бахадыр күлдіру мүмкін десіз. Хақиқатында мақсат болады ма? Мүмкін деп бұны Бахадырам екеуім жақсы күлдіріп жатыр. Мен де бір қоңырау бар, қанеке студияға алып шықсам деген бір ішінде бір тол. Сіздің кемел қойымыз келді. Ассалаумағалейкум. Телевизордың жанынан сәл ұзақласпасаңыз, құрметті замалласым. Уалейкум ассалам, ассаламалейкум. Илтимас телевизордан сәл ұзақласын, құрметті замаллас. Бірақ менің телевизорге соны кетсем өзім естіп тұрғым келеді, бірақ не? Алло, құрметті замаллас, сіз турдан тур эфирдесіз, ісіміңізді атын қайерденсіз? Шонанай районынан. О, Корчоманай. Әмеге сәлем. Ай, ләззет емес сен ме? Атыңыз, танысамыз, атыңыз. Атым Ирада. Аха, Ирада, мархамат, сәлемдер құтылқы болса біз сізді тыңлаймыз. Құрметті замаллас. Мен биылғы достығы тіркелушілердің әмесін құттықтамақшы едім. Аха. Сіздің құтылқыларыңыз өз иелеріне жетіп барды, әзиз замалласым. Бізбенен бірге байланысқан үшін бір сізден... Сізден бір ілтимасым бар еді. Мақсат Полатовтан бір қол қойып берсе шоқ құтылатыны. Әлбетте, мархамат, құрметлі Шоманайлы заманласымыз Мақсат Полатовтың атқаруында, мархамат шапалақларменен эстрадамыздың ажайып таланты Мақсат Полатовтың атқаруында. Мақсат. Түсінбеймін. Шоманайда звонок өтіп, Шымбайды болған қоз айтты. Лирикалық қос, мархамат. Biz turumuz yol üstünde, yapraklar sargayğanda, sen durup dursun dünde, hoş değildin gözün armağan. Sen durup dursun dünde, hoş değildin gözün armağan. Armağan, hoş değildin gözün armağan. Armağan, hoş değildin gözün armağan. Bedinde keti bardı, men kıyıp ket almadım. Armanım koldan uçtu, şurdum jet almadan. Armanım koldan uçtu,
Журдың жете алмадым. Жігіттің жоқ арманың, бар болса шын сүйгенің. Білмедім, біле алмадым, сол қыздың сүйгенін. Білмедім, біле алмадым, сол қыздың сүйгенін. Білмедім, білмедім, sol kızdalkın süygene. Bilmedim, bilmedim, sol kızdalkın süygene. Şanım men ketkeningde ardına qarayamam. Aşkın sirtin buzar, suyginim aldadım var. Aşıklık sirtin buzar, suyginim aldadım var. Aşıklık sirtin buzar, suyginim aldadım var. Жігітлер абайланlar, көз таслап көп ойланlar. Қолынан құсың ұшса, сарғаяр жапырақlar. Қолынан құсың ұшса, сарғаяр жапырақlar. Ey, сарғаяр жапырақlar, сарғаяр жапырақlar. Rahmet, kol şapalak, Maksiyet Polatov. Rahmet, mine hurmetli dostlar, hurmetli tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Mineki Maksiyet Polatovdan da bir жақсы, ajoyib lirikalik qo'shiq tingladik. Azizlar, bizni ATV telekanali hamda alonmedia.com YouTube kanalimizda turdan turi tikili tomoshablasangiz bo'ladi. Bizda yana bir qo'ng'iroq, ondan keyin yana suhbatga navbat beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Siz turdan turi efirdasiz. Tanishamiz, atingiz? Adım Atabek, Nöküz qalası, Kurtatnirası. Aha. Biyilga bitiruvchilarni Alloh qildi, duo qilaman. Aha. Ularni tanishlayman. Aha. O'zimni tag'i o'tgan 20 may tuqqan kunimda suhbat qilman. O'zingizning-mi? Ava o'zimning. Bizda sizni o'zingizning tug'ilgan kuningiz bilan chin yuragimizdan qutlaymiz, hurmatli zamonlasimiz Atabek. Rahmat. Yaqinlaringizning baxtidan sog' bo'ling. Bizni tomosha etuvda davom eting. Bir aytadigan edim. Tinglaymiz. Bahadirdan aytgan so'z davom ettiramizmi? Davom ettiramiz. Kulbatgan ekniyatda. So'ramay qoldim. Kulib Atabek deydi. Bo'ldi, albatta Atabek do'stim sizning hisobga olindi. Bo'ldi. Rahmat, marhamat Bahadir, sizning ixlosmandlaringiz kulib atgan ekan, sizni kuldir. O'zing kuldir. Sen so'zingga kulib atma, ustingdan kulib atma. Televizordan kulib atibdi. Mektepte davom etayga. Mektepte ko'p qiziq voqealar ko'p edi. Qaysini aytsam ekan? Yo'q, mektepte ko'p qiziq voqealar qaysini aytsam ekan? Biz Azat degan bola ekamiz klassdan qochib ketib yurdik. Ikkinchi etajdan haqqini laqtirdik. Aylanib borib olib qaytadigan bo'ldik. Yigirma haqqini laqtirdik, aylanib borib olib qaytdik. Olib qaytib borib, to'bada muallim ko'rib turgan ekan-da. Yo'q. O alacasqan ekan o. Pakkini ikkinchi etadan tashladik.
Kettik kaçtık деп сөйтіп шығып барсақ папка жоқ. Екеуміздің папкамыз жоқ. Класстың балалары бергел дейді. Дөт бергел бермеңдер. Сөйтіп мұғалім шықты шығып берман деді. Мұғалім қашан алып алған екен де екеуінің. Бірінші этаждан көрген алып алған. Сөйтіп барып екеуміз таяқ жегенбіз ана жерден. Досыға апарып қойып, досыға тікетіп қойып, не қашып жатыр сен бәрі мектепте балалық уақытта қашып жүрген ғой. Мына жағында Азат деген бала тұр еді. Мұғалім Азатты бұрды шарбет деген. Сөйтіп мені ұрып қойып бұғып қойып Азатқа келгені дейді. Сол таяқ. Рахмет. Мектепте енді мұғаліміз берген білімдерін отырса болды. Мектепте мұғаліміміздің берген білімдерін қазір ақылап жатырмыз. Уақытында үйін ақылап ек қазір енді. Рахмет. Қазір Бахадыр Құтымбаевты ортаға шығарып бір майдан хәзілдерін тыңлаймыз да, бізде қоңырау бар. Алло, ассалаумағалейкум. Алло, ассалаумағалейкум. Сіз турдан тура эфирдесіз. Уалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Илтимас, телевизорыңыздың жанынан сәл алыстасаңыз, біздің байланысымызға кесеніп тиіп жатыр. Ау. Ләббай. Қоңыратқа жалынды сәлем. Қоңыратқа жалынды сәлем. Главный Бегіз аға мен Сәрміз апаға екен білдік қой. Рахмет, мархамат, біз жаңа ғана қосықшыларымыздың атқарған сазындылердің жанына барасыз ба, я бірде болып мына ортаға шығасыз ба, Бахадыр? Бәрібір ма? Бір ойланып жіберің, қазір бір қоңырау келіп қалды. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Сіз турдан тура эфирдесіз. Жаңа эфир ма? Турдан тура эфирдесіз, тікелей. Мен қоңыраттан Зарымбетова Көзалман. Аха, қоңыратшы Көзал заманласымыз. Амыдара районы Маңғыт қаласынан турдан тура эфирдеміз. Маңғыттан ба? Кешіресіз, мен Нүкісте жалы эфир болып жатыр еді ғой. Ұсы ғой. Қоңыраттан Зарымбетова Көзалман, Сарнияз досыңызға ілтимасым бар, жалы түрде дем бермейсіз қосығын айтып берсе. Жаңа фонограмма айтып өттім. Не, құрметлі Көзал заманласымыз, телевизордың жанынан сәл алысылайсыз ба, байланысымызға? Қалай мен өзім досымды естіп тұрмын ғой? Байланысымыздың сапасы сәл төмендеу болып жатыр, себебі құрметлі заманласылар маған телевизордың жанынан сәл алысылап бізге қоңырау етсеңіз, құрметлі заманласылар, ілтимас етеміз, себебі байланыстың сапасы жақсы болуы керек. Соншама халық тамашалап отырғаннан кейін сізден және мәрте өтініш етеміз, өзіңіздің үйіңіздегі телевизорыңыздың жанынан сәл алыстауда тұрып бізге қоңырау етсеңіз, біз сізді мынандай қылып тікелей эфирге алып шығамыз. Алло, ассалаумағалейкум. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Сіз турдан тура эфирдесіз. Мен Тақаташ қаласынан. Аха. Тақаташ қаласынан, Жұмагүл боламын. Атын жол. Аха. Мына отырған қосықшылардың бәрін Байрам Бердебаев, Сардинат Нақулова, Саламат Қалыбеков, Бекіс Кембірбаев, Бахадыр, тағым бар еді, Мақсат Полатов, Карамати Хитшанов, Бақтияр Жұматаев. Бәрі сол менің сүйіп тыңлаушы қосықшыларым. Рахмет. Бір кезде бір қосық айтып берсе. Міне сұрауды күнімен күтіп едік, ұсынысты күніменен күтіп едік. Рахмет, алдынан. Ау? Рахмет, сізге де сау болың, саламат болың, ілтимас бізден алыстаспаң. Турдан тура эфирімізде қосықшылардың атқаруында жанлы 8 қосықшыдан, 7 қосықшыдан жанлы түрде бір қосық болады, әлбетте. Рахмет.
Sağ olun, salamat болun, marhamat. Біздің ортамызда Бахадыр Құтылмұратов. Шапалақларыңыз менен. Мен не айтамын енді? Бахадыр. Бек саған менен Бақтар ағаның ортасына. Мыналарға шетпей ақ қойын деп айта қойын деймін. Шетпей ақ қойын. Мен тон деген зат түсінбеймін. Үйдің іші тон әпермегендікі. Күрткімен жүретіндік. Тон әпермегендік. Енді мен не айтамын? Қызық уақиғаның бәрін айтып болдық. Болған ма қызық болған? Енді қосықшылар Бақтар аға өзіңіз айтып жіберген қане? Қосықшылар қосық айтып жатыпты. Енді өзің баста біздің классқа келдің. Бітіріп алайын епеп дедің. Енді не құрдан құрып бітіріп кете бересің бе? Әмме қосық айтып бітіріп жатырмыз мектепті. Яқшы. Яқшы. Мен қосық айтсам үйдегілер бағырады дейді, сабағың екі немәсілігінен қосық айтып жүрсің деп. Енді қызық уақия, баяғы мектепте өзің сен барған шығарсыз, Пақтаға баратын едік. Пақтаға баратын едік. Пақтаға ма? Пақтаға бар. Пақтада баяғы қызлар жүр, бағана айтып берген қызлар. Ләззет бар. Оралбай бар. Зәуре бар, Наргиз бар, Оралбай бар. Оралбай арасында бармай қала беретін еді. Қан аз бармайды. Пақтаға бардық. Пақтада енді ана қыздарға ұнау керек қой енді. Мен класста ең құтырыңқыр мен едім мал. Ең құтырыңқыр. Класста 6 сабақ болатын болса, 5-еуінде тікейіп тұратын мешітте. Ол арасы да? Рас. Ең сондай едім мен. 5-ші сабақ, 6-ші сабақтан кейін отырмайтын едім, аяғым ауырып деп қайтып кететін едім. Пақтаға бар. Пақтада жүрміз енді, Пақтада деп, әсен. Енді ана қыздарға жақсы көріну керек қой енді. Күннің астына шығарайын десең, қарап кетесең. Ау енді ағашы кетеді қой уақытында. Пақта теріп атпыз ғой енді, пақта теріп атсам. Анандай жерде бір қыз тұрыпты да. Ақ маска таққан, ақ көйлек киген. Деп термей тұрыпты да. Мен ойладым, ана пақта терсе қоллары тырнақлар сынып кетеді. Ана нелер қарайып кетеді, соның үстіне өзінің сұлулығын сақлап тұрған шығар деп. Әсте қасына бардым мен жігіт болып. Шоқпыз ғой енді. Сөйтіп қалайсыз? Қалай не пақта терген кеме жатыр ма? Мен өзім жақсы теремін деген кездерде мен мақтадым, масқара теремін. 50 бола теремін, 25 сенікі, 25 бізге дедім. Міне қай жүріш деді. Дедім мен, мынау күнің өсіп тұрған екен ғой дедім. Болды дедім мен. Кеттік бұлай барайық, саяға барып, саялап, тазалап деп. Кел, сөйлеп тұрып, өзім теріп барам, рас. Даже 30-ла сенікі дедім. 30-ла сенікі, 20-сы бізге әйтеуір екілеміз, мұғалім бағырса деп. Сөйтіп ерлеп тұрмыз ғой енді. Құлағына түйіп алды ғой, құлағына. Баяғы құлағына түйіп алды дейтін ек. Айландырып алады дейтін әйтеуір. Сөйтіп тұрсам, жаңағы қыз деп маскасын шешіп еді, мұғалім екен жаңағы. Басымызға құқарай танымай қалдым ғой басқа мұғалім. Шәл беткізіп еді. Тұр жоқ болмай Пақтаға кетеді. Олай ма? Ұятын айтар класстың балаларының көзінше. Басқа класс бар айтады. Мен Г класста оқыдым ғой, 9-шы Г класста оқыдым. А класстың балалары бар, қызлары бар, ұятын айтар жерде. Жер ашылмады, мен кірмедім. Жер ашылды, кіріп жатпады десе? Кіргізбейдім ғой ұяққа. Сөйт, әсен ұятын айтты, Пақтан деп, әсен ұялғанына теріп атырман ғой. Ойбай, ұятын айтты, кешті өлтіреді әсен. Мысалы, сән мен өзі бағырады, Пақтан теріп болайық деп. Сөйтіп бақтап, қастаға болайды. Қашты. Жатып қалдым мен, жояға. Мен ауылдың балалары келген шығарды ойладым ба, басқа класстың балалары келген шығарды ойлесіп қалатын шығармыз деп. Жатып қоймай, кім, деп. Күнде таяқ жей беріп жақпайды да. Кім ол десем, яқ Пақтадан қашып кетіп кетеді. Не қасаң дедім. Қашақ дедім. Үйгем шоқып кетті. Өте қалдық. Не қылды? Тайдық. Партикулер битейіп түсті. Жаңа мұғалім деп тұрып еді, қасына өтіп кетті үйгем. Спидометр 1000-ға шықты. Спидометр 1000-ға шықты, 1000 кетіп бардыңыз. Деп заднебекке қараса 900 мен 2 бола кеткен екен. 900 мен. Шиге тоқтады. Қастаға классым болса айтты. Анау Д классым балалар деп. Қорқпа дедім, не қорқасың дедім. Ego, не қорқасың дедім. Қорқпа дедім, тұр дедім. Тұрып ек. Олар жаңағы Д класс емес. А классың балалар қашып кетіп олар. Жолды білемен деді. Кеттік деп қашып барадымыз. Бір уақытта алдымыздан андай. Білесіз ғой, жаздың күні, күздің күні шыбын көп. Көздің күні шыбын көп, төбеңде жүрді. Ұстап аласаң. Құлағыңа деп көресең, бүйтіп шығады құлақтың ішіне. Деп қашасаң ғой, өлтіріп алып. Аузыңды ашпасаң, аузыңа кете бересің.
Bir hücutluğum bir de deydi. Söyle, ket paramız mıngmanın. Anda yerde bir buldurap bir adam göründü. Öyle deneli bir. Şiqet toqtat qasda bular. Ana muallim azı usta basa öldürüptü. Korkma dedi, ne korkasan dedi. Korkma dedi, göz var, söyleseme jür dedi. Barsam bir basaqlasın ballar deyip tuttu da bizde de ulgun klaslarda. Qaygı dedi. Solmaydım dedim. Puk kötü zep şişti o. Puk kötü kaldı boğan. Көзің қалды. О, мүмкін емес үйреншілер одан жеді. О, көт көзін ашсам төбемде мұғалім отыр. Классым балалар, қыздары бар қыздар. Өзіңе келдің бе, күмірді дейді. Қалай енді бір адамнан төртеуміз саяжек деп айтсаң. Қыздардың көзі ұят қой. 15 бала ұрып деді. 15 баларды, 15 бізде ұстап тұрды, 15 бала 30 бала ұрып саяжек бізде. Өйтіп мақтан қайсы, түріңе қараса, мен айна деп, мен түріңе қара деп. Түрді көріспеді, вай бұ, түрден түрі жоқ. Вай, Мына тұрам жоқ. Мынау, әзір мен сұлуланған ғой мен. Мүмкін емес ана жерде. Ау, жаңа, мынау көгеріп атыр бет деген. Бір себепті жоқ. Ой, мына тұрса қыздар сындыра алмаймын мен деймін. Ой, сен не тең деді мектепте сен деді. Тұр жоқ қой пақтаға барып келді. Содан пақтаға барып, айта берсең көп ау. Айта берсең көп, айта бермей ақ қойын. Қалған кейін айтып бере қойын, мұғалім. Yaxshi. Шапалақ, Бағадыр Құтмұратов. Енді азыр зор күндер болды бірақ мектепте. Мектепте зор күндер болды деймін да. Азыр қолдан келгенше өзінің әлбетте хәзілерін наметті. Бір ажайып қосыққа нәубетті берсек, азыр бізде көп қана қоңыраулар болып жатыр, бірақ қоңырауларды эфирге алып шыға алмай жатырмыз. Себебі байланыстың сапасы төмен болып жатыр. Соның үшін нәубетті Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, ұстаз қосықшы Карамати Хитчановқа нәубетті береміз. Қарақалпақстан Республикасы медицина мәдениет қызметкері кешірім сұраймын. Шапалақларменен біздер ойында Yoşayық енді бір, соң қоңырау ұқсасын. Марқамат. Енді көпшілікке таныс қосықларымыздан ең бірінші айтқан қосықларымды айтып беремін. Аспандағы айға қолым жетпейді, сенен басқа қызға кеуілім кетпейді. Доланып бір шыға қойсаң алдымнан, мың мақтайын бәрі саған жетпейді. Аспандағы айға қолым жетпейді, сенен басқа қызға кеуілім кетпейді. Доланып бір шыға қойсаң алдымнан, мың мақтайын бәрі саған жетпейді. Доланып бір шыға қойсаң алдымнан, мың мақтайын бәрі саған жетпейді. Кел көз алым, сенің үшін жанымды сазым, жағар маға сүйкімлі назым. Кел көз алым, кел көз алым, кел көз алым, кел көз алым, сенің үшін жанымды сазым, жағар маға сүйкімлі назым. Кел көз алым, кел көз алым. Жүрген жерде бәр сені ойлайман, бақыт гүлдері
Басқа жанға жаным сені қимайман Сенсіз бұл жәһанге өзім сыймайман Кел көзалым, сенің ұшын шалымды сазым Жағар маған сүйкімнің назын Кел көзалым, кел көзалым Senin boşun şalımdı sazım Жағар маған сүйкімнің назын Кел көзалым Хитжаны Мархабат, біз советімізді, ойынымызды давам еттіреміз ортамызға. Сарназ ханым, Анна Кулова! Жалғыз сені сүйіп едім жанымнан Кеттің алыстарға сен хабар алмай халымнан Қосығымды тыңлап сен келдің елдің қасыма Жанды күйдің демесең сенбеймін жалғаныңа Сүйдірдің, күйдірдің жанымнан тойдырдың Гүліңді алмаймын шақырсаң бармаймын Сүйдірдің, күйдірдің жанымнан Жалғыз сені сүйіп едім жанымнан Кеттің алыстарға сен хабар алмай халымнан Қосығымды тыңлап сен келдің елдің қасыма Жаным күйдің демесең сенбеймін жалғаныңа Сүйдірдің, күйдірдің жанымнан тойдырдың Гүліңді алмаймын шақырсаң бармаймын Сүйдірдің, күйдірдің жанымнан тойдырдың Сүйдірдің, күйдірдің жанымнан тойдырдың Гүліңді алмаймын шақырсаң бармаймын Сүйдірдің, күйдірдің жанымнан тойдырдың Гүліңді алмаймын шақырсаң бармаймын Рахмет, шабалақ Сарназ ханым Анна Кулова! Рахмет, біз соңғы қоңырауымызды давам етеміз. Хақиқатында бір уақыттың қандай әзір расы 2 сағатты қайтып өткен білмей қалдық. Хақиқатында бір сондай бір кеулі отырыппыз, кеулі бір жақсы демалып жатырсыз ба, құрметлі замандастарым, құрметлі телетамаша көйлер. Біз сіздердің кеул кейпиятыңызды көтерген болсақ, біз бұнан тек қана қуаныштымыз, әзіздер. Әлеумедиа.com YouTube каналымызда қала берді, АТВ телеканалымызда сіздер үшін соңғы қоңырау шоу бағдарламасы бізде және әзір сәубетлерімізді давам етеміз, және қосқыларға нәубетлеріміз береміз. Әзір бізде өзінің ажайып қосқыларын нәмету үшін Байрам Пердебаев, Саламат Қалибеков өзінің таярлығын көріп атыпты. Мархамат, қандай және мектепке байланысты сәубет болатын болса, келің бір сәубетлесеген болады арасында.
Кім? Оралбай ақында сен бір айт. Жаңа ойынға қарап деймін да. Мектепте отаспақ болатын ғой. Отаспақтағыдай болып кетті да. Жаңа мектепте отаспақта деп тұратын ғой бір шетте деп. Алдыңа бір қыз келсе деп. Кетіп қалады алман қарай. Айланып деп тұрады. Сондай болып тұрмыз да қазір. Ешкім ойнамайды деймін да. Тартпайын басалма демес. Шаршадық па дедім соны қарағанда. Қосық па? Бұл қосыққа нәубет береміз. Мархамат, кімде қандай ажайып жағымлы композициясын біз үшін нәметіміз деп тұрды. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист бағана ғана Саламат Қалибековтың қосығын сұранған еді. Сұлуым қосығын сұранды. Қалай қарайсыздар? Құрметті замаласым, сізге уәде берген Сұлуым композициясы. Саламат Қалибеков! Hürmetli оқушы жастар, студенттерге жақын мектепті бітіріп жатқан оқушы жастарымызға omad тілейміз. Сұраулар бойынша Қожеліші меймандарымыз қызмет етеді. Мархамат. Bir arı kızının oylarga saldı, Yüreklerim başkaça kozgaldı. Barıp bugün ah görüp keleyim, Közlerinizdim yadımda kaldı. Bir arı kızının oylarga saldı, Yüreklerim başkaça kozgaldı. Barıp bugün ah görüp keleyim, Közlerinizdim yadımda kaldı. Sulu sulum, janda juluğum, Yerin suluğum, özümün suluğum, Sulu suluğum, janda juluğum, Yerin suluğum, özümün suluğum. Sınavların köp kıynadı janda, Kıynaqanı akılımdı aldı. Senin uşun bir kosuk jazayı, Suluğuma kıynama ağaydı. Sınavlar köp kıynadı janda, Kıynaqanı akılımdı aldı. Senin uşun bir kosuk jazayı, Suluğuma kıynama ağaydı. Sulu suluğum, janda juluğum, Yerin suluğum, özümün suluğum, Sulu suluğum, janda juluğum, Yerin suluğum, özümün suluğum. Hadi mı? Sulu suluğum, janda juluğum, Yerin suluğum, özümün suluğum, Sulu suluğum, janda juluğum, Yerin suluğum, özümün suluğum. Yeah. Özümün suluğum. Қол шапалақ Саламат Қалибеков. Рахмет, мархамат, Бахадыр Құлмаратов келеміз. Сарбазанда Кулова, келің. Енді ойнап жарсамыз. Кім жақсы ойнаса соған шапалақ болады. Келін. Байрам Пердебаевтың атқаруында бір жағымлы қос. Сарбазға мынандай шапалақ, Бақаға мынандай шапалақ. Мархамат, Байрам Пердебаев, шапалақтарыңыз керек. Оралбайға ұшып қалғанда сәрбей абайлап Мархамат, Байрам Пердебаев. Мен ойнап классым болар ғой.
alıslar Ketkenin suyuklar Turarman şahıslar Kilimidi Biz kütken kun alıslar Ketkenin suyuklar Turarman şahıslar Kilimidi Biz kütken kun kelmeden Bilmedim ne derim Sağınıp oturma menin kirege Kelmeden Bilmedim ne derim Sağınıp oturma menin kirege Arnayın barımda Kıynamay canımda Gözlerim yolunda Yüreğim tek seni sağındı Arnayın barımda Kıynamay canımda Gözlerim yolunda Yüreğim tek seni sağındı Gelmeden Bilmedim ne derim Sağınıp oturma menin kirege Gelmeden Bilmedim ne derim Sağınıp oturma menin kirege Kelmeden 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 Bilmedim ne derim Sağınıp oturma menin kirege Свет düşür, balыс болсын. Rahmet. Bayram Berdibayev. Bahadur Qutlumirat, rahmet. Rahmet, aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, biz ko'rsatuvimizni davom etamiz. Hozir o'rtada turib so'rab turganimiz uchun kechirim so'rayman. Bir zatni aytib o'tishim o'rinli. Bugun mineki bizning ustozlarimiz, qadrli og'alar o'zlarining o'qigan maktablari haqida sonday bir жылы fikrlarini bildirdi. Ustozlarni yodlab, eslab o'tdi. Men de ustozlarni aytib o'tayim, biroq odan bir zatni aytib o'tmoqchiman. Bizning sonday bir kuyul qalsbaq degan moshina adetimiz bormi o'zi? O'kpelab, sonday. O'zi suluv o'kpelab qo'yamiz o'zi. Mening o'zimning qo'l telefonimga SMS yozib atgan, mening qo'l telefonimga qo'ng'iroq etib atganlarning diqqatini, telefonim menda emas, men ko'rib atgan yo'qman SMS'laringizni qo'ng'iroqlarni so'ng uchun deyman. Ma'g'an o'kpelamang, iltimos, Sarsinbek, men nega olib chiqmayapsiz efirga, men SMS'larimga nega javob yozmayapsiz deganlar, iltimos mendan xafa bo'lmang. Men tek qana 0850 qisqa nomerdagi telefonga baylanishga javob bera olaman. Bo'lgani ATV telekanalining qolganini kechirim so'rayman. Men o'zim telefonimdan foydalanуга haqqim yo'q sizda da. Durus rasında da endi hozir erten xafa bo'ladi baribir uybatga borgandan keyin Sarsinbek bizning telefonni olmading-ku degandek. Rahmet, men da o'sha foydalanib, o'sha кезектен foydalanib, ustozlarim men birinchi ikkinchi salli o'rta maktabda o'qitgan, ma'gan A degan harfni o'rgatgan Imangaliyeva Ayparsha ustozim o'z oldida birinchi cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ondan keyin bizning 5-klassdan 8-klassga дейін men Raya muallim o'qitdi. Ham 8-9 klassda 2-salli qanagilestirgan maktabda 9-ximiya biologiya klassında Irsbeke apa o'zining ta'lim tarbiyasini berdi. O'sha maktabdagi ustozlarimga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ham 9-XBA klassdagi klasslaslarimning barchasini bugungi 10 yilligimiz bizlar bugun maktab bitirganimizga 10 yil bo'lib yubiley. 30 ko'rmanda 10 yillik qutlug' bo'lsin 9XBA. Marhamat, biz ko'rsatuvimizni davom etamiz. Endi bugungi ko'rsatuv haqida Begisaga, hurmatli jasliqlar, bugungi ko'rsatuv haqida qisqa hamma bir chetdan jil fikrlarni aytsa qalay qaraysizlar, ha? Bir chetdan qasilsak. Sendan boshlaymiz Bayram. Marhamat. Bayram, marhamat. Bayram, ayt. Ko'rsatuv ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi bitiruvchilar jamiyatiga qutlug'laymiz. Tafsilot tilab qolamiz.
Осы көрсетуді шөлкемлестірген бәрше АТВ жәмәтіне мінетаршылығымызды білдіреміз. Себебі біз өзіміздің балалығымызға қайтып, мектеп дәуірімізге қайтып, көп нәрселерді еследік деп ойлаймын. Көмей hamma жақсы тілектерді айтып жатыр. Сол бүткеруші жастарға биік парвазлар, үлкен оқу орындарына кіріп кеткей. Сіз шын жүректен тілектесіз. Осы көрсету тайлаған ағаларымызға да, достарымызға, інілерімізге де, бәріне де шексіздер рахметлер айтқым келеді. Сол көрсетудің кемшіліктері болса, кешірім сұраймыз. Таярлықсыз бұндай бір көрсету туырдан туыры hamde. Сол көрсету ұнаған болса, қуанышлымыз. Және мәрте бүгінгі байрамменен бәрше мектеп бітірушілерді, жастарды, інілерімізді, қарындастарымызды құттықтаймын. Мінекей әзіргі уақытта сондай бір сынаулы күндерде өткеріп жатырмыз. Бұдан ешкім бір түскілікке түспей, Құда қаласа кейінгі қадамдардан нық қойып, жоғары оқу орындарына кіріп кетуіңізге бәрше жастарымызға тілектестік білдіремін. Һәм жаңа айтқандай бұл АТВ телеканал дөретушілік жәмәтіне үлкен мінетташылық білдіреміз. Осындай біздерді мұрат етіп, шөкемлестіріп, Альон Медиаком сайтымен біргелікте мінекей туырдан туыры эфирге ұзатып атыпты. Бүткіл қоныстас республикалардағы, қаяқтағы біз жерлестеріміз көпшілігі тамаша етіп отырып деп ойлаймыз. Әммеңізді бүгінгі байрамменен шын жүректен құттықтаймын. Сол телевидение жәмәтіне үлкен табыстар тілеймін. Байрамlarınız bayramlar болса берсін. Кемшіліктер болса өзір сұраймыз. Бүгін ақиқатында да эфирден алдын келдік те тік-тіккілей шығып атырыппыз. Сол үшін таярлықсыз. Байрамlarınız bayramlar болсын. Рахмет. Рахмет, микрофоным бар. Байрамлар менен шын жүректен және бір мәртебе құттықтаймын. Бәрше бүгінгі мектеп босағасынан ұшып атырған қарлығашларды, бәлент парвазлар тілейміз. Шәкіртлерім бар, жоғарыда айтқандай һәммесіне үлкен оқу орындарына, өздерінің арман еткен оқу орындарына кіріп кетуіне тілектеспен қала берсе, бүгінгі сондай бір ұмытылмас сәне 25 майда байрамды үйлерінде нишанлап атырған достарымызға, класстастарымызға, бәрше мектеп босағасын атлап өткен, мектеп бітірген замандастарымызға және бір мәртебе байрамы барек болсын дейміз. Бүгінгі жоғарыда айтып атырғандай, осы АТВ, Амудария ТВ телеканалының бәрше дөретушілік жәмәтіне өздеріміздің мінетаршылығымыз білдіреміз. Қала берсе, осы ағалар, ұстазлар, достар менен біргелікте кемшіліктері болса, кешірім сұраймыз. Біз ешқандай таярлықсыз бүгінгі бітірушілердің бір кеулін көтеру мақсатында, жаңа Бегіс ағамыз айтқандай, осындай сынаулы күндерде өздерінің бір кеулі кейпияты түсіп атырған бәрше біткерушілердің кеулін көтеру мақсатында біз Нүкіс қаласынан Амудария районына келіп, сіздерге бір қуаныш бөлісу, бір өнерімізден азмаз көрсету ниетіміз болды. Қате кемшілігі болса кешірім сұраймыз. Һәм бүткіл халқымызға сынаулы күндерден аман есен өтіп, тойларды тойларға ұластырып, тойларда, байрамларда көрсу несіп етсін деп қаламыз. Рахмет. Бақтиярдан онша көп сөз қалмады, бірақ негізінен. Бірінші орында және бір бәршеге байрамдар құтлығы барек болсын дейміз. Сол биыл біткеріп атырған жастарға тілегіміз, әмеміздің тілегіміз, солардың кеуілін көтеру мақсатында жаңа айтып отырғандай, растанда ешқандай таярлықсыз тікелей көріністе әркім қолынан келгенше кеуілді көтеру үшін бүгін кеуіліңізді көтердік деп ойлаймыз. Біріншіден айтарым, биыл бітіруші жастар ешқандай қапа болмаң, биыл біздерде соңғы қоңырау болмады, басқа зат болмады деп. Себебі әрбір қиыншылықтың арқасында бір жақсылық тұрады дейді. Мүмкін бәріңіз оқуға кіріп кетуіңіз мүмкін. Сондай бір күннен күнге жаңалықтар елімізде болып жатырыпты. Ондай жаңалық болуы мүмкін, сондай шариғатлар болуы мүмкін. Біз тілеп қаламыз бәріңіздің сол ата-аналарыңыз қуанып, таза үлкен оқу орындарына кіріп, сіздердің жақсы күндеріңізде елі карантин дәуірінен Құда қаласа азғантай қаптырыпты шығысып кетіп, бәріңіздің жақсы күндеріңізде оқуға кірген шашуларыңызда бізде қызмет етуде аянбағаймыз. Әмде сол көрсетуді көріп отырған бүгінгі бәрше ықыласпенділерге сол тілегіміз шаңырақтарында аманлық яқшы күн болсын. Бүгінгі көрсетуді сынамады деп ойлаймын адамдар. Көп нәрсе айтып
Рахмет. Карамайдың ағаның тілегіне бір 10 секунд қосымша қылып кетейін. Құрметті тамаша көрер, құрметті студияда отырған біздің қадірданлар. Карамайдың Хитжановтың қызы да мектеп бүгін біткеріп атыпты, тұңғыш қызы. Жоғары оқу орнына кіріп кетсін, Гүлжамал қарындасымыз. Тілектеспіз иншалла. Мархамат, мақсат болады. Со бүгінгі бітіріп жатырған біткеруші 20-20 жігіт қызларды бәрін жүректен құттықтаймыз. Ешқандай кейфатларын түсірмесін. Біздер олардың кеуілерін көтеру үшін әрдайым қызметтеміз. Әулім бар осы көрсетуді шөлкілместірген Әмудария телевидениесінің басшыларына, барша қызметкер ағаларымызға көп-көп рахметлерімізді айтамыз. Жұмысларда табыстар болсын. Ықыласпенділеріміз SMS-лер жазып жатырыпты. Жанлы эфир, жанлы дауыс әзетіп жатырпыз деп жатыр. Біздер hem қосық айтып әзеттік туырсы. Күтілмеген көрсету болды да. Ешкім тайырланған жоқ расында да. Осындай көрсетулер көплеп болуын тілектеспіз. Біздер қатынасудан шаршамаймыз шақырса. Халық сынамаса? Халық сынамайды, халық әммесі Әмеше біздер тайымыз. Қоллап қуатлап АТВ каналында да растаран Алиум Медиаком YouTube каналында өз миннетташылығымызды білдіреміз. Қате кемшілігі болған жоқ, әмме қате кемшілігі болса кешірім сұрай берсек, себебі кемшілігі көп болды деп ойлап қалған. Кемшілік іздеп бастайды да одан кейін. Одан кейін кемшілікті іздемей жақсы өтті. көрейік, Айтып атқандан бақсы етеміз, тікелей эфир болғаннан кейін туырдан туыры шықтық деген. Жақсы болды. Ендігілер бұданан бетер жақсы болады құдай қаласа. Оралбайым рахмет айтсын енді. Мархамат, Бақадыр, сөз сізге. Бүгінгі тілектеріңіз. Жақсы. Енді мына Әмудария телеканалына alimmedia.com сайтына мені шақырып, мен келгенім үшін рахмет. Не болып кетті? Солар әзіл әлбетте. Мына әзіл әммеңіздің кеуіліңіз көтерген болсақ, кешірім сұраймыз. Енді мен жаңа мынандай не сөзін сөйлеп үйренбегенмен да, сондай көрмегенбіз. Рахмет, мен шақырған үшін. Сондай мына әзір ағаларымыздың қасында отырып, бірге мектеп уақытларын бір азғантай еске алдық. Мектепте небір қызықты уақиғаларды еске алдық айту. Ләззатты Оралбайдан кешірім сұраймыз. Бүгінгі шөркілместіріп отырған бәршелерге рахметлер айтып қаламан. Ләйім 25-ші май біткеруші құда қаласы келесі жылы бәрі мұшты болып кетеді. Білмеймін, қайырлымағасын қойттым, оқымалайым мен. Рахмет, әзиз достар, құрметлі тамаша көйлер. Мен әзір құрметлі ағалар, ұстазлар, және бір затты ұсыныс етпекшімен маған бір операторды былай қаратып берсеңіз, сәзенделеріміз мектебіндегі ұстазларына сәлем жолдап қойса, нұр үстіне нұр болатын шығар деп ойлаймын. Себебі сіздердің осындай бір жарыққа шығып тұруыңызға сәзенделердің үлкен үлесі бар. Бұлар да өзінің қымбатлы уақытын бөліп біздің студиямызға келіп отқаннан біз қуаныштымыз. Ең бірінші шеттен басылай берейік. Жаулан Саитов, мархамат. Жауланбек Саитов, өзіңіздің бірінші мектебіңіз һәм бірінші мұғаліміңізге сәлем жолдасаңыз болады. Микрофонды берің, микрофон. Микрофон. Мархамат, Жауланбек Саитов. Нүкіс районы 27 Салы орта мектепте оқыдым. 1994 жылы оқуға бардым. Бірінші ұстазым Шәргүл апаға сәлем жолдаймыз. Аман болсын, сау болсын. Рахмет. Есбол Назаров. Ассалаумағалейкум. Мен Шомынай районы Замат Абдулаев 14-ші мектепте Фрунзе атындағы сөйле оқыдым. Бірінші класстағы мұғаліміміз Бибайым апа. Сәлем жолдаймыз. Рахметлер көп-көп. Әмірге табысылар. Рахмет. Әділбек Темірбаев. Ассалаумағалейкум. Нүкіс қаласындағы нөмір 36 мектепте ауыз тамамладық. Класс басшымыз Гүлнар апай Апбергенова сәлем жолдаймыз. 9-шы В класының атынан сәлем. Бір қызық айтып бермейсіз ба, Адыл? Тимур айтайық, мархамат. Әмірге ассалаумағалейкум. Мен нөмірі 9-шы мектептің Терешков атындағы 9-шы мектепте оқыдым. Үміт апаға сәлем жолдаймыз. Саламат болсын. Рахмет. Карантиннен кейін құда қаласа осы біткерушілер ешем қапа болмасын. Ұстазларымызбенен бірге, достарымызбенен бірге уәде береміз. Осы біткерушілерге бесплатный концерт Нүкіс қаласында һәм бір-екі районларда болады. Қол шапалақлар, міне, қазір
Bayram Пердебаевтан сондай bir ajayip ұсыныс түсіп атып, әлбетте ұстаздармен бірге ойласқан қалда, бүгінгі піткерушілер, яғни 2020 жылда піткерген бәрше жасылар үшін районларда қолдан келгенше қала берді пайтақтымыз Нөкіс қаласында орайлық амфитеатрда ашық концерт, әлбетте пулсыз, карантиннен кейін, қыстаулы, бұсындай бір сынаулы күлерден өткеннен кейін, сіздер үшін Қарақалпақ эстрадасының жұлдыздарының қатынасуында, басқа да жұлдыздардың қатынасуында жақсы бір шоу концерт бағдарламасы сізді күтіп тұрыпты, әзизлер. Ой жерде де біздер Бағадыр екенбіз. Боламыз, Бағадыр? Рахмет, әзіздер, мархамат, біз нөбетті және бір ажайып yoshli bir qo'shiqqa bersa, yoshli bir qo'shiq deganda bizning sonday bir qonimizda qaynagan qo'shiq desek de bo'ladi. Marhamat, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Begiz Temirbayevning atqaruvinda Vatan qo'shiqlar. Sen görre turgan şöplerinde bäride var. Tegin emes tuğan toprak biz almaydı adam degen. Tereng tamır urganlara, tereng tamır urganlara, vatan degen, vatan degen. Vatan degen, gündükten kankaldan jer vatan degen. Adamadan tuğan jer vatan degen. Siz bilin biz makan kılgan Qoraqalpog'iston bor. Issız yerde o'sib o'lib qora shang'irab yer bo'lganman. Avurning etini o'lib isib qara ter bo'lganmiz. Daryo yine qo'lib tasir jag'isina qaytar kengiz. Sen azrab sabr yetin, sen azrab sabr yetin, bu yer yana zo'r bo'ladi. Vatan degen, gündükten kankangan jer vatan degen. Adamadan tuğan jer vatan degen. Siz bilin biz makan kılgan Qoraqalpog'iston bor. Vatan degen, gündükten kankangan jer vatan degen. Adamadan tuğan jer vatan degen. Siz bilin biz makan kılgan Qoraqalpog'iston bor. Vatan Aziz dostlar, hürmetli teletomoshabinlar, ATV telekanalı, Alon Media.com YouTube kanalında Pitkeruvchi 2020 so'nggi qo'ng'irov qo'shiqchilar klassining Pitkeruv kechasidan to'g'ridan-to'g'ri Amudaryo rayonidan Mang'it qalasidan ATV studiyasidan biz bilan siz birga bo'ldingiz. Azizlar, bizdan alsasmang, biz bilan birga bo'ling. Xo'sh sog', salomat bo'ling. Vatan degen, gündükten kan tamgan jer vatan degen. Adamadan tuğan jer vatan degen. Siz bilin biz makan kılgan Qoraqalpog'iston bor. Vatan
Acayip oldu. Bayramlar menen. Bәріміз бірге тойлашсақ болады. Bayramlar.